Ыңызды еселеп көбейтетін банк. Көпшілігіміз аса мән бермей жүрген бір дүние бар. Біз ол нәрсені үнемі жасап жүретін болсақ, жолымыз ашылып, табысымызға береке кіріп, ырысымыз артып, жанымыз жадырайды. Жасамасақ, жүрегіміз тыныштық таппайды. Ол садақа екенін барлығымыз білеміз. Бірақ білсек те, кейде білгенімізге әрекет етпей жатамыз. Көбінесе садақа туралы айтсақ, біз исламды уағызда бір дінге шақырып жатқан сияқты бір ұғым пайда болуы мүмкін. Қалай болғанда да, бізге ризық несібені беретін бір Алла екенін біз ұмытпауымыз керек. Кейде жолымды қалай аштырамын деп адамдар келеді маған. Мен таң қаламын. Біздің жолымызды тек қана Алла ашады. Жақсы амалдар істеу арқылы адам өз жолын өзі аша алады. Садақа берсе, оны Алла тағала қиындықтардан құтқарады, ризық несібесін молайтады, оның күнәларын кешіреді, оның денсаулығын нығайтады. Сол үшін садақаның адамға келер пайдасы ұшан теңіз. Жарайды, біздің ислам дінін былай қойып, Европаның кез келген мотиваторларын, Зеланд болсын, Киясаки болсын тыңдасақ, олар: егер сен беріп үйренбесең, сен ала алмайсың дейді. Мен өзім Вадим Зеландтың, Брайан Трейсидің, Тони Роббинстің қаншама сабақтарына, тренингтеріне қатыстым. Қаншама кітаптарды ақтарып, осы ақшаны басқару туралы өте көп ақпарат іздедім. Осылардың барлығының айтатын ақшаны көбейту техникасы біреу. Ақшаны көп табу үшін көп беру керек дейді. Тіпті дінге қарсы адам Вадим Зеландтың өзі осылай айтады. Ал бұл бізде Құранға қай ғасырда түсіп қойған дүние. Сондықтан біз қандай табысты тұлғаны алып қарасақ та, қандай мастер-класс, семинарға қатыссақ та, осы дүние айтылады. Атақты Дэвид Рокфеллер де байлықты бөліспесең, оның еш мәні қалмайды деген. Біз садақа беретін кезде қалтамыздың түбін қағып, майда тиын іздей бастаймыз. Садақаны біз бір түкке жарамайтын, босқа қалайын деп тұрған ақшаны бере салу деп ойлаймыз. Қазір алаяқтықтың өршіп тұрған заманында неше түрлі пирамидалар, ақшаңды 10 есеге көтеріп беремін деген сияқты алдап арбап ақша алатын алаяқтар көбейді. Соларға біздің адамдар қаржылық сауаттылық, білім болмағаннан кейін алданып ақшаларын апарып бере береді. Жай ғана отырып көбейтіп аламын, 10 есе арттырып аламын деп бар жиған терген ақшаларын алаяқтарға беріп жіберіп, сөйтіп алданып алаяқтардың құрбанына айналады. Негізі осы алданғаны бізге сабақ болу керек еді ғой. Біз: я Алла тағалам, жамандықтың барлығын осымен кетсін. Осы алданғаным маған үлкен сабақ болды, шүкірлік қылдым деп Құдайға жалбарынып, жауапкершілікті өзіміздің алуына біз жарайды, садақа дейміз. Бұл ешқандай да садақаға жатпайды. Ол сенің ешқандай ықылассыз, махаббатсыз алданып беріп қойған дүниең. Бізде садақаға 10 мың, 20 мың беруге қимаған адамдар 100 мың берсең 1 миллион жасап беремін деген алаяқтарға 100 мың тауып апарып береді. Ал садақаға ондай ақшаны қимайды. Сөйте тұра, Құдай неге маған бермейді деп жылайды. Енді қарасаңыз, бай адамдар неліктен одан сайын бай бола береді? Мысал үшін, карантин уақытында біз адамдарға жәрдем беру үшін қор ашып қаражат жинаған кезде кей адамдар 100 теңгеден беріп жатты садақаға, ал біреулер миллиондап беріп жатты. Ал енді Алла тағаланың берген садақаңды 10 еседен 70-100 есеге дейін арттырамын деген уәдесі бар емес пе? Дәл осы бір ғана мысалдың өзінен неге байлар байып, табыс арта береді? Кедейлердің жағдайы одан сайын қиындап кетеді деген сұраққа жауап табуға болады. Сондықтан садақа ақшаның көлеміне қарап есептелетін дүние емес, ол адамның ниетіне қарай берілетін дүние. Садақа берген кезде мен кедей болып қаламын, ақшам жетпей қалады деп қорықпай, мейлінше көп садақа беріп үйренсеңіз, көп ұзамай оның да жемісін көре бастайсыз. Осы орайда досым Балғынбек Имаштың керемет оқиғасы есіме түсіп отыр. Қыркүйектің басы, оқу жылы басталып жатыр. Сол уақытта мен мешітке бардым. Мешіттің алдында 1-2 оқушы қыздардың көмек сұрап тұратын үнемі көретінмін. Намаз оқып мешіттен шығып келе жатқанымда сол 2 қыз мені танып, артымнан Балғынбек аға деп жүгіріп келді. Оқу басталып жатыр, біз қалам дәптер алған жоқпыз әлі, керек жарақ алуға ақшамыз жоқ деді. Бұл сөз маған ауыр тиді. Қалтамда бар 5000 теңгені бердім де, жақсы айналайын деп көлікке барып отырдым. Тура көлікке отырған кезде Айнұр хабарласты. Айтыс болайын деп жатқанын, бір айтыскердің келмей қалғанын айтып, соның орнына айтысуды сұрады. Мен келістім.
Сол айтыста бас бәйгені алып 500 мың теңге ұтып алдым. Жаңағы берген 5 мың теңге бір-ақ күннің ішінде 500 мың теңге болып қайтты. Бағанаған ақшам жоқ, соңғы 5 мың теңгемді беріп едім, қазір 500 мың теңге болып қайтты деп сол күн Айнұрға айтып едім. Қарап отырсаңыз, Алланың құдіреті шексіз ғой. Пайғамбарымыздың хадисінде келтіргендей, әр жасалған жақсылықтың 10 еседен 700 есеге дейін қайтарымы болады. Сондықтан біз садақа берген сайын біздің дүниеміз азаймайды. Керісінше, жасаған жақсылығымыздан мал дүниеміз артып, құт береке кіріп, ырысымыз молайып, жолымыз ашылады. Біз ақшамыз азайып қалады деп мүлде уайымдамауымыз керек. Осыған қатысты пайғамбарымыз садақа мал дүниені кемітпейді, керісінше оны молайтады деген. Сондықтан біз садақа берген сайын біз Аллаға жақындаймыз. Аллаға жақындаған сайын Алла бізді байта береді, жолымыз ашыла береді. Алланың алдында да, адамдардың алдында да дәрежеміз көтеріледі. Садақа беруші жан ол ақшаның алдымен Аллаға жетіп, кейін мұқтаждың қолына тиетінін білгенде, алушылардың емес, берушілердің қатарынан болғанды қалар еді. Құранда да беретін қол алатын қолдан қайырлы жақсырақ делінген ғой. Жалпы садақаның пайдасын айта берсең өте көп. Соның ішіндегі бір бөлігін ғана айтып өтер болсақ, садақа жаннаттың бір есігі. Садақа игі істердің төресі, ал ең жақсы садақа аш адамды тамақтандыру. Ақырет күні садақа сая болып пендені тозақ отынан арашалайды. Садақа Алланың ашуын және қабірдің ыстығын қайтарады. Марқұм үшін бұл дүниеден жетер ең керемет сыйлық садақа. Алла тағала садақа үшін сауапты еселеп береді. Садақа ізгі амалдарды көбейтіп, жан тазаруына септігін тигізеді. Садақа ақырет күні садақа берушінің жүзіне бақыт сыйлайды. Садақа ақырет күні жан тыныштығының себебі, әр өткен күнге өкінішті жоюшы. Садақа беруші адам да, оның жақын адамдары да сауапқа кенеледі. Садақа бұл дүниедегі жамандық атаулының 70 есігінің жабылуына себеп. Садақа өмірдің ұзаруына, дәулеттің көбеюіне септігін тигізеді. Әрі садақа берушінің бұл дүниедегі дәрежесін арттырады. Садақа дертке шипа, әрі дауа. Садақа берушіні көптеген жамандықтан сақтайды. Ұрлық, ауыр өлім, күйік шалу, суға бату тағы сол сияқты. Құс пен жан-жануарға берілген садақаға сауап бар. Тағы бір садақаның ең керемет түрі садақа беруге жақындарымызды шақыру. Енді сізбен садақаның пайдасы, қайтарымы, берекесі туралы талқыладық. Көріп отырғаныңыздай, садақа беру үшін асып тасыған байлық қажет емес, және ол тек ақшамен ғана жүзеге аспайды. Маңыздысы, ол сіздің Алла разылығы үшін біреуге көмектесемін, жақсылық жасаймын деген ниетіңіз. Садақа беруді әдетке айналдырыңыз. Қазір бұрынғыдан тек мешітке барып беру қажет емес. Қолыңыздағы телефонмен банк қосымшасына кірсеңіз, аяқталмаған мешіт құрылысына, жағдайы төмен отбасыларға, мүмкіндігі шектеулі жандарға жіберуге болады. Ол жерде барлығы көрсетілген. Қанша теңге бергеніңіз маңызды емес. 50-100 теңге жіберсеңіз де, шын ниетпен жіберсеңіз болғаны. Бізге Алла тағала табатын табысымызды біздің берген садақамыз арқылы молайтып берекелі ететіні сөзсіз. Садақаның маңыздылығын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді келесі тарауда бай мен кедейдің айырмашылығы неде екенін және сіздің үлкен табыстарға жетуіңізге не кедергі болып жүргенін анықтап ашып айтатын боламын. Дұғаның ғажайып күші. Дұға мұсылманның ең күшті қаруы. Дұға жасау арқылы адам шынайы иманын, бойынсұңғыштығын, әрі Алла тағалаға деген сенімін білдіреді. Алланың қалауынан артық күшті нәрсе бар ма? Қалаған нәрсеге қол жеткізу, бақытсыздыққа ұшырамау, екі дүние бақытына кенелу бәрі біздің дұғамызда, Аллаға сыйынуымызда. Дұға біздің әңгімеміз, сарымыз, өзіміздің жаратушымызбен оңашалануымыз, сол арқылы өзіміздің шынайы бойынсынуымызды, әрі Алланың қалауына ризашылығымызды білдіруіміз. Дұға ғажайыптар жасайды, өйткені онда шынайы сенім бар. Хадисте дұғаның күші туралы былай айтылған: жаратушыңа дұға жаса, егер саған залал болса, оған дұға жасасаң, ол сенен оны алыстатады. Егер мініп жүрген жануарыңды шөлде жүріп жоғалтып алсаң, оған дұға жаса, ол саған оны қайтарып береді. Егер саған құрғақшылық келсе, оған дұға жаса, ол саған жаңбыр жіберіп, сені еккен нәрсеңді өсіреді. Бір замандарда Мысырда жұт болып жаңбыр да жаумай қояды.
Адамдар жаңбыр жауу үшін шара іздеп дұға етеді, бірақ еш жаңбыр жаумайды. Салих бір кісі мешітте жамағатқа қарата: мен мұның шарасын, жаңбырды қалай жаудыру керектігін білемін. Әрбір адам садақа берсін, сонда дұға қабыл болады, дейді де: менің мына шапанымнан басқа еш нәрсем жоқ. Мен шапанымды беремін деп, шапанын шешіп ортаға қояды. Одан кейін адамдар несі бар болса ортаға жинап, мұны кедейлерге таратады. Кейін қолдарын жайып: уа Раббым, құлдарыңды қуантқан адамдардың дұғасын қабыл ететініңді білдіргенсің. Біз сенің кедей құлдарыңды қуанттық, я Раббым деп жатқанда, көкпеңбек ашық аспан бірден қара бұлттармен қапталып жаңбыр жауа бастайды. Дұғаның күштілігі сондай, тіпті басқа адамға деген жақсы пікірлер мен тілектерің Алланың қалауымен өзіңе дұға жасағанмен бірдей бағаланады. Егер бір мұсылман келесі бір мұсылман үшін сыртынан дұға жасар болса, періште саған да сол болсын деп тілейді. Қаза болған адамның соңынан да дұға жетіп жатады. Адам қайтыс болғанда оның барлық амалдары тоқтатылады, тек үшеуінен басқа. Олар үзілмейтін садақа, басқа адамдар пайдалана алатын білім, және ол үшін Аллаға жасаған тақуа баланың дұғасы. Жақсы дұға жасау үшін түннің бір бөлігі белгіленген. Түннің жартысы немесе оның үшінші бөлігі болғанда Алла төменгі көкке түсіп былай айтады: менің бір нәрсені нәсіп етуімді тілегендер бар ма? Маған дұға жасап, менің оған жауап беруімді сұрағандар бар ма? Менің кешіруімді сұрап, мен оны кешіргенімді қалайтындар бар ма? Осылайша таң атқанша жалғаса беретін болады. Адамның өмірі үнемі кемелдікке ұмтылу ниетін, амалдарын, құлшылықтарын кемелдендіру. Кез келген дұға кәміл, егер ол шынайы әрі жүректен шыққан болса. Алла елшісі дұғаларымызды мүлтіксіз жасауды өсиет етіп кеткен. Ол үшін Алла тағаланы және оның елшісін дәріптеу. Кімде-кім Аллаға дұға жасайтын болса, алдымен Алла тағаланы дәріптеп, сосын пайғамбарымызға салауат айтып, тек содан кейін қалаған нәрсесін сұрасын. Табандылық таныту. Кімде-кім Аллаға дұға жасаса, табандылық танытсын, әрі еш уақытта былай айтпасын: о Алла, егер қаласаң, мұны маған нәсіп етші. Өйткені асылында ешкім Алланы мәжбүрлей алмайды. Дұға еткенде көңіл ояу, сергек, ой жинақы болуы керек. Көңілі басқа жақта болған, не айтқанынан хабар болмаған адамның дұғасы қабыл болмайды. Дұғаның қабыл болуы үшін асықпау керек. Дұға етуді тоқтатпау керек, жалықпау керек. Алла тағала дұға етуді және дұға еткен адамды жақсы көреді. Дұғаны қабыл еткенімен де сұралған нәрсені кешіктіріп, дұғаның және сауабының көп болуын қалайды. Дұғаны ең болмағанда 7 рет қайталау керек. Рахаттық, тыныштық кезінде көп дұға еткен адамның дерт, бәле келген кезіндегі дұғалары тез қабыл болады. Осы орайда мына бір керемет оқиғаға назар салыңызшы. Пәкістандық дәрігер Ишан Хусейни медицина саласына сіңірген еңбегі үшін марапатталуға бір халықаралық конференцияға бара жатады. Ұшаққа отырады. Бір ауа райы күрт өзгеріп, ұшақ ең жақын жердегі әуежайға қонуға мәжбүр болады. Ендігі ұшақ 16 сағаттан соң ұшады. Конференцияға міндетті түрде үлгеруім керек, күте алмаймын, дейді дәрігер. Әуежай қызметкерлері баратын қаласы 6 сағаттық жерде екен, қаласа машина жалдап беретін айтады. Хусейни асығыс жолға шығады. Бірақ қатты жаңбыр жолды көрсетпей, селдің салдарынан көлік жолда қалады. Дәрігер жолдың шетіндегі ескі бір үйдің есігін қағып ішке кіреді. Үйде қарт бір әйел отыр еді. Дәрігер асығыс түрде оған: телефоныңды бере тұршы, қоңырау шалуым керек, деген кезде әйел: балам-ау, көрмей тұрмысың, бұл жерде телефон түгілі электр қуаты да жоқ. Келе ғой, жылынып ал, тамақ аш, содан кейін көре жатарсың, дейді. Дәрігер шарасыз келісіп ішке енеді. Шай ішіп отырған уақытта әйел кісі намаз оқып, ұзақ дұға етіп Аллаға жалбарынды. Хусейни назар салып қарап, әйелдің бір бесікті тербетіп жатқан, ал бесікте қимылсыз кішкентай нәресте жатқанын көрді. Мұншалық жылап дұға қыларда не жағдай болды? Мынау кімнің баласы, апатай, деп сұрайды. Қарт әйел: бұл анасынан да, әкесінен де жетім қалған немерем. Ауыр дерті бар. Жақын маңайдағы ешбір дәрігер емін таба алмады. Ишан Хусейни деген дәрігер бар екен, емін тек сол біледі, дейді. Бірақ ол өте алыста, оған жету үшін бірнеше күн жол жүру керек. Шарасыздан Алла бұл сәбидің дертін жеңілдеп, шипасын берсін деп Аллаға дұға қылудамын, дейді. Дәрігер екі бетін жас жуған күйі: орныңнан тұра ғой, апатайым, Алла сенің дұғаңды қабыл қылды. Сенің дұғаң көктен найзағай ойнатып, ұшақты жерге қондырды.
аспаннан жаңбыр жауғызып, жер жүзін селге айналдырып, мені сізге алып келді деген екен. Егер біз күн сайын шын жүректен дұға ететін болсақ, кейін өміріміздегі өзгерістерді байқай бастаймыз. Өйткені дұғаның күші Алланың қалауымен біздің іс-әрекетімізде, өмірімізде өзінің жарқын ізін қалдырады. Осы арқылы біз міндетті түрде ішкі жан тыныштығы мен бейбітшілікпен қауышамыз. Құдіретті күшті жаратушы біздің сұрағанымызға үздіксіз жауап беріп, қиындықтар мен түрлі мәселелерден құтылудың жолдарын көрсетеді. Алла елшісі шындығында Алла ұялшақ, өзінен сұрап қолын жайып жалбарынған пендесінен қолын құр қайтаруға ұялады деген. Ықыласпен жасалған шынайы дұға, ғибадат адам рухына тыныштық рахатын сыйлайды. Дұғаның белгілі бір аурулардың адамның физикалық және психикалық жағдайына, сондай-ақ эмоциялық стресс жағдайына да өз пайдасын тигізетіні анықталды. Жүргізілген зерттеулердің нәтижесінде дұға адамның жан әлеміне, психикалық денсаулығына қуатты түрде оң әсер ететіні дәлелденді. Ақша психологиясы. Байлар мен кедейлердің ойлауы мен іс-әрекетіндегі айырмашылықтар. Ақшаның біздің өміріміздегі маңызы жайлы айттық. Біздің жасаған әрекетімізге қарай ризығымыздың артатынына тоқталып өттік. Жалқаулық пен шүкіршіліктің ар-жігін ажыратып алдық. Адал табыстың берекесінің қаншалықты көп екендігіне көз жеткіздік. Садақаның маңызы зор екенін түсіндік. Бірақ табысымыз аз болып, қалаған ақшамызды таба алмай жатырмыз. Осы жерде заңды сұрақ туындайды. Біреуге неге бай, біреу неге кедей? Қандай айырмашылық бар? Жұрт секілді әрекет істеп жатқан сияқтысыз, бірақ табысыңыз олардан аз. Менің курсыма қатысып, оқып, жақсы нәтижеге жетіп, миллионер атанып жатқан адамдар көп. Бірақ еш нәтиже шығармай бір орнынан қозғалмаған адамдар да бар. Екеуіне де өткізілген бір сабақ, екеуіне де берілген бір білім. Бірақ біреуінде нәтиже бар, екіншісінде жоқ. Проблема неде? Бұл жерде де проблема біздің психологиямызға келіп тіреледі. Санамыздағы қалыптасып қалған жүйе, миымыздағы блоктар, яғни мидағы кедергілер бізді жан жағымыздан шектеп қойған. Адам сәби шағында ештеңеден қорықпайды. Жыланмен ойнап отырған баланың суретін талай көрген шығарсыз. Балаға бәрібір. Ол жыланнан мүлде қорықпайды, себебі оны шағып алса өліп кетуі мүмкін екендігінен бейхабар. Кез келген нәрсені ұстағысы келеді, көргісі келеді. Маған бер дейді. Заттың бағасы қанша, онда оның шаруасы жоқ. Әр нәрсеге қызығушылық танытады. Сөйтіп жүріп ыстық суға қолын күйдіріп алады, шкафты ашамын деп маңдайын ұрып алады. Жүгіріп барып шалынып құлайды. Оған анасы айттым жүгірме деп, құладың, енді не болды, ал деп ұрсады. Ыстық сумен ойнама, күйесің дедім ғой деп те айғайлайды. Содан бастап оның түп санасында байқау керек екен деген бағдарлама орнай бастайды. Көрсетіп берген жолмен жүру керек екен деген түсінік қалыптасады. Оның артында таяқ жеп қаламын ба деп түрлі қорқыныштар жатыр. Дүкенде қалаған кәмпитін немесе балмұздақ алып жегісі келген балаға ақша жоқ, қоя тұр дейміз де, өзіміз үйге қажетті нан, сүтті баланың көзінше сатып алып жатамыз. Осы кезде балада ақша жоқ деп еді ғой деген сұрақ туындайды. Баланың миында ақша бар, бірақ маған қимай тұр, яғни мен лайық емеспін деген ұстаным орнай бастайды. Біз бәлен сияқты бай емеспіз дегенді айту арқылы біз кедейміз деп айқайлап тұрғанымызды білмейміз. Сені қиналмасын деп бар қиындыққа шыдадым деу беру де манипуляция. Бұдан бала өзін кінәлі сезінетін болады. Кінәлі сезіне берудің соны стресске әкеп соқтырады. Әкесінің балғасын алып бір нәрсе жасайын деп жатқан балаға сенің қолыңнан келмейді, шамаң жетпейді, бірдеңені бүлдіресің деп дүрсес қоямыз. Мұндай сөздерді көп естіген бала өскенде өзіне сенімсіз болады. Өзінің қолынан не келетінін білмей қаламаған жұмысын істеп жүре береді. Ал жұмысқа махаббат болмаса байлық қайдан келеді? Мұндай адамдар күн көріске жететін айлық тапқанына мәз боп өмір сүреді. Ақша бір адамдар үшін қуаныш болса, бір адамдар үшін қайғы. Ақша қуаныш болған адамдарда ақша жоқ болса келетінін біліп, оған сеніп сабыр қылады. Бар болған кезде оны рахаттанып жұмсайды. Өйткені ақшаны дұрыс жұмсаған сайын ол келетінін жақсы біледі. Ақша үнемі бір орында тұрмай айналымда болу керек. Бір орында тұрып қалған ақша құнсыздана береді. Кеңес одағы кезінде жалпы халық бүкіл ақшаларын мақсатсыз жинай берді. Соңында кеңес үкіметі ыдыраған кезде сол өмір бойы жинаған ақшалары құнсызданып, түкке тұрмайтын тиын-тебен болып қалды. Көлік алуға деп жинаған ақшалар көлік алмақ түгіл кәмпит алуға жетпеді.
Сонда бүкіл ел өзінің өмір бойы жинаған ақшасын бір-ақ сәтте жоғалтып алып, қатты күйзеліске ұшырады. Ақшаны мақсатсыз жинаған кезде ол мақсатсыз жаратылып кетеді. Ал ақша уайым деген адамдар жоқ болса, жоқ деп уайымдайды. Бар болса, оны ұқсата алмай жаратылып кете ме деп уайымдайды. Ақша жаратқан сайын оның жүрегі тарсылдап, ақшасы азайып бара жатқандай қайғырады. Ондай адамдар дүкенге кірсе, ақша деген су болып кетті. Баяғыда 10 мың теңгеге 10 пакет алатын едік, қазір бір-ақ пакет қана алатын болдық деп шошып шығады. Яғни қалтасынан ақша шыққан сайын, ол оның өмір кетіп жатқандай жаны қиналады. Әрине, ондай адамдарға ақшаның келуі қиын. Олар үнемі қарыздан, кредиттен көз ашпай, үнемі ақшаның тапшылығын көріп жүреді. Санамыздағы осы шектеулер біздің сенімділігімізді төмендетіп, әрекетсіздікке итермелейді. Тіпті осы мидағы блоктардың кесірінен алдымызға үлкен арман, үлкен мақсат қоя алмайтын болғанбыз. Үлкен суманы айтса, миымыз көтермейді. 1-2 нөлді артық айтып жіберсе, ол ақша қолымызда тұрмаса да қобалжып кетеміз. Курс марафон өткізіп жүрген кезде көп нәрсені байқадым. Қатысушыларға курстан соң 500 мың 1 миллион теңге табыс таба аласыз деп айтсаң, жоға, маған 300 мың теңге де жетеді деп өзі шектеп жатады. Миллион теңге табуға мүмкіндік туып тұрған 300 мың теңге жетеді деп артқа тартып тұрған адам қайдан жоғары табысқа жетеді? Ол тіпті миллион теңге таба алатындығына өзі сенбей тұр ғой. Өзіне өзі сенбей тұрған адамға өзгелер қалай сенсін? Осындай блоктар бізде өте көп. Біздің арманымыз қаланың шет жағында бір үйім болса, астымда бір Toyota Camry 40 болса, 200 мың теңгелік тұрақты жұмысым болса жетеді дегеннен аса алмайды. Сіз үшін осы кішігірім дүние басты мақсат болғандықтан мүмкін 50, мүмкін 60 жасыңызда осыған қиналып әрең жететін боласыз. Себебі сіздің жоғары потолок деңгейіңіз осы болып тұр. Ал егер шектеусіз керемет этаж үйді қаласаңыз, астыңызда көлікті жаңа шыққан Lexus 570 деп ойлайтын болсаңыз, осы деңгейге толық жетпеуіңіз мүмкін. Бірақ жаңағы Toyota Camry 40-тың деңгейіне оңай жетіп аласыз. Өйткені сіздің санаңызда одан да биік мақсат тұр. Қазір ие болып тұрған дүниеге қалай тез жеткеніңізді түсінбей қаласыз. Өзінің потологын 200 мың деп қойған адам сол сумаға тырысып қиналып әрең жетеді. Ал 700 мың деп қойса, 200 мыңға жету үшін ол түк емес. Неге? Себебі оның санасы қазіргі деңгейді тым жеңіл деп қабылдап, биікті қалап тұр. Сол себепті мидағы кедергілерді алыңыз. Ондай ақша табу қайда деп мүлде ойламаңыз. Көп жерден естіп, жауыр боп, құны төмендеп кеткен сөз бар. Бірақ ол сөздің құндылығын түсініңіз. Алдыңызға үлкен мақсат қойыңыз. Мақсатыңыз кішкентай болса, жолыңызда кездескен кез келген кедергі мақсатыңызды жауып тастайтын болады. Сөйтіп, сіз алға қарағанда мақсатты көрмейсіз, тек кедергіні көресіз. Өз мақсатыңызды көрмесеңіз, бағытынан жаңалысқан кеме сияқты күдік пен қауіп туындайды. Біз тек қазіргі жағдайымызға қарап мақсат қоямыз. Неге бизнес бастамайсыз десе, ой, оған ақша қайда дейді. Ақшам болса мақсат қоямын деп ойлайды. Ақша ешқашан өзінен өзі пайда болмайды. Мақсаты жоқ адамға ешқашан ақша келмейді. Мақсатыңыз қаншалықты биік болса, сізге келетін ақша да сондай болады. Біз не үшін мақсат қоя алмаймыз? Өйткені біз қазіргі жағдайымызға қарап қана армандаймыз. Мысалы үшін, айлығым 100 мың теңге болса, мен ары кетсе 10 миллион теңге тұратын үйде тұра аламын. Одан үлкен үйге менің мүмкіндігім жоқ деп ойлаймыз. Біз әлемдердің жаратушысы, 18 мың ғаламның иесі, бар әлемге ризық беріп отырған Алла тағаланың жомарт екенін, құдіретті екенін ұмытып кетеміз. Алла тағала үшін сіздің 100 миллиондық үйіңіз түк емес. Біз бейшара өзіміздің қалтамызға қарап қана армандап мақсат қойып жатамыз. Бізге Алла тағала бәтеңкеңнің бауы болса да менен сұра деген жоқ па? Бәтеңкенің бауы болса да менен сұра деген Алла тағаладан біз өзіміздің армандарымызды, үй, көлік сұрауға ұяламыз. Ал біреуді өсектегенге, байлармен алысқанға ұялмаймыз. Біздің проблемамыз осында. Сондықтан алдыңызға үлкен мақсат қойыңыз. Сол кезде қандай кедергі болса да сіздің мақсатыңызды толық жауып тастай алмайды. Сіз мақсатыңызды айқын көріп, не үшін әрекет етіп жатқаныңызды біліп отыратын боласыз. Мен ешқашан мақсатсыз табысқа жеткен адамды көрмеппін. Менен басқаның бәрі кінәлі. Әр адам жаспен емес, жауапкершілікпен өседі. Өмірімізде болып жатқан жағдайлардың барлығы үшін өзіміз жауапты екенімізді түсінбей бай болу мүмкін емес. Сіздің қазіргі жағдайыңызға мемлекет, ата-анаңыз, жарыңыз, тағы басқа жандар жауапты емес, тек өзіңіз жауаптысыз.
Тұра тұрыңыз. Ал адамның еркінен тыс жағдайларда қалай болады деп сұрауыңыз мүмкін. Ауырып қалсақ, неше түрлі бақытсыздықтар болса, мені алдап кетсе, егер менің кінәм жоқ, жол апаты орын алса, қалайша біз өміріміздегі барлық нәрсеге жауапты боламыз. Сіздің көлігіңізді біреу соғып алды дейік. Бұл жерде қандай жауапкершілік жайында айтуға болады? Бұл жерде сіз өзге адамның не жасағанына жауапты болмайсыз. Бұл нәрсені өзіңіздің қалай қабылдағаныңызға жауапты боласыз. Сіз ол кісіге бірден жұдырық ала жүгіруіңізге болады, немесе сақтандыру компаниясының бір шығынды өтеп, жаңа түске бояп беретіндігін түсініп, қиналмай тұра беруіңізге болады. Осылайша сіз болған оқиғаға емес, өзіңіздің ол оқиғаны қалай қабылдап, қалап жауап қайтарғандығыңызға жауапкершілік артасыз. Апельсинді елестетіп көріңізші. Оны ақырын алақаныңызбен қыссаңыз не болады? Әрине, оның шырыны шығады. Дұрыс. Сол апельсинді аяқпен таптасам не болады? Тағы да шырыны шығады. Апельсин менің оған не істегеніме жауапкершілік алмайды. Ол өзінен не шығатынына жауапкершілік алады. Сол сияқты бізде ішімізде не бар екеніне және оның сыртқа қалай шығатынына жауапкершілік аламыз. Жауапкершілік – бұл дұрыс жауап қайтара алу. Егер сізді шағып алған жыланды қуалайтын болсаңыз, тек удың тез тарауын әсер етесіз. Оның орнына тездетіп уға қарсы дәрі пайдаланғаныңыз абзал болады. Біздің реакциямыз орын алған оқиғаға берген жауабымыз. Жауап пен жауапкершілік сөзінің түбірі бір екендігіне бекер емес. Көп адамдар жауапкершілікті біреуді мойнына арта салғанды жақсы көреді. Ал өмірде өзіне толық жауапкершілік алған адам ғана жетістікке жете алады. Әдетте, балаларды есептемегенде бұл қасиет барлық ересек адамға тән. Себебі балалар есі кіргенге дейін өзінің ата-анасына тәуелді болады. Алайда өкінішке орай кейбір ересек адамдар қандай да бір қиыншылықтарға немесе сәтсіздіктерге жолыққан кезде өзінен жауапкершілікті алып тастауға ұмтылып, түрлі сылтау іздей бастайды. Жауапкершіліктен қашудың мысалдары мынадай. Егер пәленше болмағанда, балалар маған жұмыс істеуге мүмкіндік бермейді. Сен менің өмірімді бұздың. Тек байлардың ғана жолы болады, тағы басқа. Жетістікке жету үшін өміріңізде болып жатқан бар жағдайларға жауапкершілік алуды үйрену өте маңызды. Бұл өз әрекетіңізге немесе немқұрайлығыңызға ғана емес, сізді қоршаған жайттар мен адамдарға да жауапты бола білу дегенді білдіреді. Мәселен, бала 90-ды үздік бағаларға аяқтады делік. Оның ата-анасын мақтаныш сезімі билейді. Ол бірінші кезекте достарының алдында баласының жетістігімен мақтана алады. Ал егер баласы 90-ды екілікпен аяқтаса, ақымақ, әкесіне тартып кеткен дейтін сөздер шығады. Бұл да жауапкершілікті игеру. Неге біз жетістіктерді өз әрекетіміздің жемісі түрінде көреміз? Оған біздің қатысымыз болса да, болмаса да, ал сәтсіздіктерді біреуге жүктей салуға дайын тұрамыз. Неге? Жұмыс орным кінәлі, маған өз потенциалымды көрсетуге мүмкіндік бермейді. Әріптестерім кінәлі, анау кінәлі, мынау кінәлі. Біреуге кінәні артатын болсақ, сол уақытта ол адамға сіздің өміріңізді басқаруға билік бересіз. Өміріңізді басқа адамның басқарғанын қаламайсыз ба? Олай болса, баланың тірлігін доғарып, өмірде болып жатқан барлық нәрсенің жауапкершілігін өз мойныңызға алуыңыз керек. Сонда ғана шын мәнінде жетістікке жетесіз. Ал өмір жолында кездесетін сәтсіздіктерден сабақ ала бастайсыз. Және алдағы уақытта оларға жол бермеуге тырысасыз. Осылайша сәтсіздіктердің саны азайып, жетістіктің саны арта бастады. Дәл осылай ақшаға байланысты да жауапкершілікті өз мойныңызға алыңыз. Жаныңыздағы табысты адамдарға көз салыңызшы. Олардың жауапкершілігі өте көп. Бойдақтардан гөрі неге жанұялы адамдар екі жұмыс жасауға, көп ақша табуға тырысады? Себебі оларда жауапкершілік бар. Бұған қарап, жауапкершілікті тек үйленгендерге алу керек деп ойлап қалмаңыз. Егер бойдақ болсаңыз, қазірден бастап үйдегі шығындарды өз мойныңызға алыңыз. Ініңіздің оқуын төлеуге жауапты болыңыз. Өз деңгейіңізден жоғары жауапкершілік алып үйреніңіз. Достарыңызбен пәтер жалдап тұрсаңыз, ақшаны сіз жинаңыз. Оның өзі үлкен жауапкершілік. Балалардан бір мезетте ақшаны жинап, ортақ суманы шығарып, орын-орынмен жұмсай білудің өзі жауапкершілігіңізді арттырады. Табысты болғыңыз келсе, онда өз өміріңіз өз қолыңызға алыңыз. Біреудің қолына бермеңіз. Жұмысты қиналып істеме, тиімді етіп істе. Жұмыс туралы қате ой қалыптастырып, мүлдем орынсыз ауыртпалықтар әкелетін бір түсінік бар. Ол мен неғұрлым көп жұмыс істесем, соғұрлым мен көп ақша табамын деген пікір. Егер сіз де осылай ойласаңыз, онда сіздің табысқа жету жолыңыз ұзақ, қиын әрі тиімсіз болмақ.
Ондай жағдайда сіз өзіңіздің денсаулығыңыз құртасыз, өзіңізді шаршаңқы сезінесіз, отбасыңызды құрбан етесіз. Негізінде адамдардың көпшілігі өмір бойы осылай жұмыс істеп келеді. Олар көбірек ақша табайын деп өздеріне шектен тыс көп жұмыс алып алады. Жұмыста да көбірек уақыт өткізеді. Нәтижесінде отбасына және денсаулығына немқұрайлы қарайды. Соның кесірінен уақыт жетіспейді, стресске ұшырайды. Былайша айтқанда, олар шектен тыс көп жұмыс істеп, өте көп энергия жұмсайтындықтан жақсы ақша табуға мүмкіндігі де жоқ. Идея әу бастан дұрыс емес болса, жақсы ақша қайдан болсын? Бір сәтке тоқтап, осы туралы ойланайықшы. Егер сіз неғұрлым ұзақ әрі қиын жұмыс істесеңіз, соғұрлым өркендейсіз деген ой дұрыс болса, онда ең көп жұмыс істейтін адамдар ең бай әрі табысты жандардың қатарында болатын еді ғой. Бірақ айналаңызға қараңызшы. Ауыр әрі қиын жұмыс атқаратындар табысты адамдардың қатарында ма? Жоқ, керісінше, біздің қоғамда ең ауыр және ең көп жұмыс істейтіндерге ең төмен жалақы төленеді. Бұл қалай болғаны? 20 кітап жазған жазушы 2 кітап жазған адамнан гөрі көп ақша табады деп ойлайсыз ба? Егер осы 20 кітаптың ешқайсысы жарияланбаса ше, немесе тек 2 кітап жазған автордың 2 кітабы бестселлер атанса ше, баспагерге, оқырманға немесе редакторға жазушының қаншалықты ұзақ және қиын еңбек еткені маңызды деп ойлайсыз ба? Адамның қаншалықты ұзақ жұмыс істегені оның нәтижесінің өлшем бірлігі емес. 10 жыл бойы жазылған кітап 3 айдың ішінде жарыққа шыққан кітаптан мықты деген сөз емес. Егер мен Билл Гейтстен гөрі көп жұмыс істесем, мен одан көп жетістікке жетемін бе? Шынында да ұзақ жұмыс істеу табыстың кілті және сиқырлы формуласы ма? Осы бір жалған, зиянды ойдан арылтатын уақыт келді. Мәселе сіздің тиімділігіңізде. Сіз қаншалықты көп жұмыс істейтініңіз емес, сіз қаншалықты тиімді және ақылмен жұмыс істейтіндігіңіз маңызды. Былайша айтқанда, тиімділік дегеніміз жұмысты мейлінше аз шығынмен өзіңіз қалаған сапада жасап, барынша көп нәтижеге жету. Бірде аңшы орманды аралап келе жатып, ағаш шауып жатқан адамды кездестіріп қалады. Ол ағашты бар күшімен қиналып қара терге түсіп шауып жатқанын байқайды. Жұмыстың неге соншалықты баяу және өте үлкен қиындықпен жүріп жатқанын көріп, сіздің балтаңыз мүлдем өтпейді ғой деп аңшы ағаш кесушіге бұрылып, неге сіз оны қайрап алмайсыз дейді. Мұныңыз не? Деп өтіп бара жатқан адамға таңдана қарап, менің оған уақытым жоқ, маған тағы 20 ағаш шабу керек деп ары қарай жұмысын жалғастыра беріпті. Қазір көбісі осы мысалдағы жүз өтпейтін балтамен ағаш шауып, қиналып жұмыс жасап жатқан адам секілді өздерін өздері қинап жүр. Егер балтасын қайрап алса, жұмысты әлдеқайда тезірек және жеңіл жасап бітіретін мүлдем ойламайды да. Әрине, ұзақ жұмыс істеген жақсы, бірақ бір сәтке тоқтап, демалып, балтаңызды қайрап, жұмысыңызға дайындалып алыңыз. Жұмысыңыздың тиімділігі жайлы ойланыңыз. Жасаған жұмыс уақытыңызды ешқашан жасаған еңбегіңіздің өлшемі ретінде есептемеңіз. Мұндай өлшемнің ешқандай мән-мағынасы жоқ. Сіздің қиналып еткен еңбегіңіз сіздің жұмысыңыздың нәтижелі болатындығына кепілдік бермейді. Нәтижені қаншалықты тиімді жұмыс істейтіндігіңізбен өлшеңіз. Мысал үшін, тамақ әзірлеуді алайық. Сіздің қанша уақыт бойы қаншалықты қиналып жасағаныңыз маңызды емес қой. Маңыздысы нәтиже. Яғни, егер тамақ дәмді болмаса, сіздің ұзақ уақыт тамақ әзірлегеніңізде не пайда? Өзіңізге сұрақ қойыңыз. Мен өз уақытымды және ресурстарымды тиімді пайдаланып жатырмын ба? Мен ақылмен жұмыс істеймін бе, немесе физикалық түрде қиналып жұмыс істеймін бе? Екі тәсілдің айырмашылығы неде екенін білуіңіз керек. Кез келген жұмыс сіз оған бөлген уақытты толықтай алады. Мысалы, сіз үй жинауға бір күн арнайтын болсаңыз, онда сіз оны толықтай бір күннен ұзақ болмаса, одан ерте бітірмейсіз. Ал егер оған 4 сағат жеткілікті деп салсаңыз, сіз ол толық бір күннің жұмысын 4 сағатта бітіре аласыз. Сіз күні бойы жұмысыңызды созып ұзақ жинап жүресіз, бірақ нәтижесінде өзіңізді шаршаңқы сезінесіз және үй толықтай жиналмауы да мүмкін. Ал сіз сол жұмысқа 4 сағат белгілеп, уақытыңыз бен энергияңызды тиімді пайдаланып, жұмысты сол 4 сағаттың ішінде бітіріп тастауыңызға да болады. Тиімді жұмыс жасау да тәжірибені талап етеді. Көп жұмыс істеу мен тиімді жұмыс істеуді ешқашан шатастырмаңыз. Егер біз кеңседе 12 сағат отырсақ, онда біз 12 сағат жұмыс істедік деп ойлаймыз. Біз жасаған жұмысымызға риза боламыз ба? Жоқ, әлде лимон сияқты сығылып, өзімізді шаршаңқы сезінеміз бе? Ол біздің қай тұрғыдан қарағанымызға байланысты. Біз көп жұмыс істедік, бірақ ұтымды жұмыс істедік пе? Мүмкін, егер біз демалып көтеріңкі көңіл күйге бөленсек, біз 6 сағаттың ішінде дәл сол 12 сағаттық жұмысты атқарар едік.
Жұмыс аптасын аяқтап есеп жүргізген кезде сіз қаншалықты қиын немесе ауыр жұмыс істегеніңізді ойламаңыз. Бұл маңызды емес. Өзіңізден қаншалықты ақылды және тиімді екеніңізді сұраңыз. Мен уақытымды тиімді пайдаландым ба? Жасаған жұмысым өнімді болды ма? Мен қаншалықты тиімді болдым? Мен қалай өз тиімділігімді арттырсам болады? Міне, осы сұрақтарға жауап беріп, өзіңізден есеп алатын болсаңыз, сіздің тиімділігіңіз артып, жұмысыңыз өнімді бола бастайды. Менің байқағаным, барлық жетістікке жеткен табысты адамдар кез келген істі тез және тиімді шеше алатын бір ортақ қабілетке ие. Оның үстіне олар істі қиналып жасамайды. Олар жұмысты ақылмен жасауды біледі. Олардың дәл осындай жетістікке жетуінің бірден бір себебі осы. Егер сізге бір істі бітіру керек болса, оны қолы бос емес адамға тапсырыңыз деген бір жақсы сөз бар. Жұмысы көп адам істі жүргізіп ұйымдастыра біледі. Ол тапсырмаларды ретімен орналастырады, жұмысты тиімді және басқа нәрсеге алаңдамай жасай алады. Ол ақылмен жұмыс істейді және басқаларға қажет болған уақыттан 2 есе ертерек бітіреді. Сізге де дәл осындай ритмді тауып, сол ритмге түсе білуі керек. Сіздің алдыңызда таудай жұмыс болса да уайымдамаңыз. Алдымен оларды маңыздылығы бойынша рет-ретімен орналастырыңыз. Өзіңізге сол істі бітіру үшін мерзім қойыңыз. Сосын өзіңіздің жұмыс жасау ритміңізді табыңыз. Яғни, қай уақытта сіздің энергияңыз көп болатынын, қай уақытта қуатыңыз төмендейтінін анықтаңыз. Күніңізді бірнеше бөлікке бөліп, жұмыстарыңызды сол уақытқа белгілеңіз. Энергияңыз көп болатын уақытқа алдымен күрделі жұмыстарыңызды қойыңыз. Осының бәрін жасасаңыз, сіз әдеттегіден әлдеқайда көбірек іс бітіріп, жұмысыңыз өнімді болатыны сөзсіз. Мен ұзақ жұмыс істеймін деп ойламаңыз. Мен ақылмен жұмыс жасаймын деп ойлаңыз. Осы тәсілдердің екіншісі сізді үлкен табысқа жеткізеді. Біріншісі сізді құр шаршытады. Әрдайым өзіңіздің тиімділігіңізбен жұмыс жасаңыз. Сіздің тиімділігіңіз сіз ойлағаннан үлкен ақша әкелетін болады. Негативтен арыл. Бұл әлем толқындардан тұрады. Кванттық физика магия емес. Ал біз көбіне тек негатив ойлаймыз. Өміріміз біреуге өкпелеумен, ренжумен өтіп жатыр. Біреу көтеріліп байып кетсе, қайбір еңбектеніп бай болды дейсің, жеген ұрлаған деп бірден жаман ойлаймыз. Біреу көлігін соғып алса, өзінен басқа да көлік жоқта жүруші еді деп сөйге бастаймыз. Өкпе, реніш, қызғаныш деген қап-қара энергетика. Адамның төбесінде қара бұлт құсап, Алладан келетін барлық нығметтің жолын жауып тастайды. Еш тілегіңізді болдырмайды, арманыңызға жеткізбейді. Еңсеңізді басып, одан сайын қиындықты көбейтеді. Өзіміз қоғам бұзылды, адамдардың ниеті өзгерген деп жүріп, өзіміздің сол адамдардың ішінде екенімізді естен шығарамыз. Қоғамдағы негативті ақпараттарға мән бермеңіз. Сіз сол заттарға көбірек мән беріп, қараған сайын айналаңыздың барлығы жамандыққа толғандай көрінеді. Әлеуметтік желіде сіз не нәрсені көп қарайсыз, сол дүние сізге жиі шығатын болады. Осыған байланысты бір қызық зерттеу айтайын. Ганс Рослинг деген академик, швед ғалымы әлемнің түкпір-түкпірінен келген журналистерді жинап, қалай ойлайсыңдар, осыдан 100 жыл бұрын әлемде жамандық көп болып, қайғы-қасіреттер орын алып, адамдар көп қырылды ма? Әлде қазір сондай зұлымдықтар көп болып жатыр ма деп сұрақ қояды. Сонда жиналған 1000 журналистің 70%-і қазір қоғамда зұлымдықтар көп болып, адамдар көп қырылып жатыр деп жауап береді. Академик сәл жымиып, жоқ, осыдан 100 жыл бұрын зұлымдық көп болған, 100 жыл бұрын неше түрлі табиғи апаттардан, емі табылмаған аурулардан, әртүрлі қаныпезерлердің кесірінен адамдар көп қырылған. Қазір заман дамыды, техникалық құрал-жабдықтар толықтырылды, камералар орнатылды. Қазір қайғы-қасірет бұрынғыдан аз. Тек мына ақпараттың жылдамдығы, қазір зұлымдық көп болып жатқандай, біреу-біреуді өлтіріп, қазір қоғам қасіреттерге толып кеткендей көрсетіп жатыр деген екен. Қайғы-қасірет бұрында да болған, тек ол кезде жан түршіктіріп әр жерде айтыла бермеген. Жаман жаңалықтарға көп назар аудармаңыз. Қоғамда жақсы жаңалықтар да, көз қуантарлық оқиғалар да болып жатыр. Тек олардың жарнамасы аз. Қазір жаман жаңалықтарға етіміз үйренген сонша, ана жерде біреуді пышақтап кетті десе, бүлк етпей отыра беретін халге жеттік. Жаман ақпараттардан бойыңызды аулақ салыңыз. Жаман ойға ерік бермеңіз. Соңғы кездері көзім көрмей жүр, осылай жүріп соқыр боп қалар мекем деген адам түбі соқыр боп қалады. Жаман ойлардың соңы ешқашан жақсылық әкелмейді. Жоқ деген адам жоғала береді деп қазақ өзі де айтады ғой.
Жоқ деген сайын адамның түп санасы жоқшылыққа үйрене бастайды. Жұт жеті ағайынды. Жұттың ішіне ашаршылық та кіреді, жоқшылық та кіреді, қайғы қасірет те кіреді, ауру да кіреді, бәрі кіреді. Сіз қазір баспанам жоқ, бір баспана бұйырмады ғой деп жылана берген сайын, баспана қиындығының артынан ауру, оның соңынан күйзеліс келеді. Бір қиындығыңыз осының бәрінің басталуына себепші болады. Кез келген жаман ойдың соңы ауруға келеді. Жаман ойлардан құтылуға асықпау адамның денсаулығына және рухани күйі мен ішкі сезіміне өте үлкен зиян келтіреді. Бұл медицинада әлдеқашан дәлелденген дүние. Аурудың көбі бұзылған жүйкеден басталады. Ол мұнымен бітпейді. Жаман ойлар денсаулыққа да өте зиян. Жаман ойлар дұрыс шешім қабылдауға үнемі кедергі болып тұрады. Сіз өзіңізді тұтқында отырған шарасыз адам сияқты сезінесіз. Ойлар заттанады. Ойыңызда нені жетілдіріп өсірдіңіз, өміріңізде де сол жемісті аласыз. Сондықтан миды артық ақпараттардан тазартып тұру керек. Жаман ойларыңыз күнделікті өмірдегі әдетіңіз бен мінезіңізге айналады. Тіпті психолог пен дәрігерлер де сізге бұл жағдайда көмек бере алмайды. Өзіңізді тек өзіңіз ғана алып шыға аласыз. Адамның өміріне қатты әсер ететін тағы бір нәрсе сөз. Өкінішке орай сөздің құдіретін сезіне бермейміз. Исламда жақсы сөйлеңдер, болмаса үндемеңдер деген хадис бар. Тіпті артық сөйлеп қоямыз ба деп қорқатын сахабалар ауыздарына тас салып жүретін болған екен. Біз көп жағдайда адамның басында жамандық болса тілінен тапты дейміз. Жақсы сөзде солай. Нені көп айтсаң, сол болады. Арманға тез қол жеткізудің жолын айтайын ба? Ең жек көретін адамыңызға өзіңізде жоқ нәрсені тілеңіз. Я Аллам, бәленшеге баспана бер, көлік бер, бала бер, бәрін бер, бақыт бер деп тілей беріңіз. Сосын періштелер дұшпаныңа да жақсылық тіледің, яғни барлық дұғаң қабыл болуға лайық деп сіз үшін тілектес болады. Сол үшін тек жақсы нәрсе айтыңыз. Олай болса, көзімізді жұмып, барлық буынды босатып, аяқ қолды айқастырмай, бос қойып, жеті рет терең дем алып, іштегі ауаны асықпай шығарып отырып ойланайықшы. Кімге өкпеліміз? Кім бізді өкпелетті? Терең дем алайық та барлық ренжіткендерді кешірейік. Өзіміз ренжітсек кешірім сұрайық. Қуанайық. Жек көретін адамымыз үшін Аллам оның дұғасын қабыл етіп, барлық арманына жеткізші, ол ешкімге жамандық ойламайтын бақытты адам болсыншы деп дұға жасайық. Айтуға оңай, жасауға да оңай. Тек тәкаппарлықты қойыңыз. Кісі болмаңыз, қарапайым болыңыз. Сіздікі дұрыс болса да кішірейіңіз, жымиыңыз. Өмір бойы бітпейтін қиындық бар ма? Мектеп бітіретін кезде қалай қиналдық? Ақша жетпей тозып кеткен кездер болды. Қайда сол қиындықтар? Бәрі де өтті ғой. Бәрі жақсы болады. Қит етсе өзің өзгерсең өмірің өзгереді деген сөздерден шаршаған шығарсыздар. Бірақ ол шындық. Адам ойының магнитше жұмыс жасайтыны дәлелденген. Жыланған сайын, қиналған сайын өміріңіз одан сайын сұрықсыз болып бара жатқанын көріп жүрсіз ғой. Мойындаңызшы. Жақсы жұмыс керек пе? Табатыныңызға сенімді болыңыз. Жақсы күйеу керек пе? Жалпы ер азаматтар туралы жақсы ойлай беріңіз. Кездесе қалған азаматтың жақсы жағын іздеңіз. Айналаңыздан ер мінезді нағыз жігіттер көріне бастайды. Берекелі, бақуатты өмір сүргіңіз келе ме? Алдымен қолыңыздағы бар нәрсеге шүкірлік етіңіз. Қолыма 10 миллион теңге түссе не істер едім деп ойланып жүріңіз. Жаман ойларға ерік беріп, қайғының жетегінде кетпей тоқтатып үйреніңіз. Мысалы, сіз мінген автобус басқа жаққа кетіп бара жатса, ойбай, тоқтатыңыз. Түсіп қаламын деп айғайлайсыз ғой. Жаман ой адасқан көліктен де жаман. Өткен өмірге өкіне беруде болашақты құртады. Бақытты өмір жақсы ой мен жақсы сөзден бастау алады. Негатив ойламауға тырысыңыз. Тек жақсы сөз сөйлеңіз. Жақсы ой ойлаңыз. Сөз бен ойдың адам тағдырына өте күшті әсер ететінін ұмытпаңыз. Сөзіңіз бен ойыңыз түзелсе, өміріңіз де түзеле бастайды. Қаржылық сауаттылық. Қарыздан құтылудың 3 жолы. Ең алдымен қарыздың жайдан жай пайда болмағанын түсінуіміз керек. Қарыз біздің қате түсініктеріміз бен қате наным сенімдерімізден пайда болады. Біздің миымыз қиындықтардан қашып, ләззат алу үшін барлығын жасайды. Сол қиындықтардан қашқан кезде қарызға кіре бастаймыз.
яғни қалаған көйлегімізді не ұнаған телефонымызды өзімізге алып беруге мүмкіндік болмаған кезде ол заттан бас тартуымыз керек. Ал бас тарту бізге қиынға соғады. Сол кезде ми біздің алдағы болуы мүмкін келеңсіз жағдайларды, қиындықтарды есепке алмай, дәл қазірге ғана ләззат сыйлайтын қарыз алуға бізді итермелейді. Қарыз осылай кішігірім нәрселерді елемегеннен пайда болады. Кішкентай қарыздардан жиналып келіп үлкен қарызға айналады. Ай соңында есептегенде өзіміз таңғалып жатамыз. Негізінен қарызды екіге бөліп қарастыруға болады. Ақылды қарыз және ақымақ қарыз. Ақылды қарыз ол сіздің потенциалыңыздың, яғни қабілетіңіздің деңгейі. Сіздің қарызыңыз қанша, қабілетіңіз сол қарызды қайтаруға жеткілікті деген сөз. Бірақ бір нәрсені дұрыс түсіну керек. Қарыз ол қайтарымы мол, бұдан да көп жетістікке жеткізетін кезде ғана ақылды қарыз болып саналады. Мысалға, қарыз сіздің табысыңызды арттыратын курс немесе кәсібіңізді одан әрі дамытып, дөңгелетуге арналып алынса, оны ақылды қарыз деп айтуға болады. Ал ақымақ қарыз нәпсімізді қанағаттандыру үшін ойланбай алған дүниелер. Осы кезде қалау мен қажеттіліктің маңызы зор. Жұрттан қалмай қатты қажет болмаса да, қарызға телефон алу немесе қарызға той жасау бұл ақымақ қарыз. Мейлінше қарызға киім, тамақ алмаңыз. Киім мен тамағыңыздың өзі қарыздық картамен алынса, жақын арада қарыздардан құтыла алмауыңыз мүмкін. Қарыз берсең, сауап, алсаң, аманат. Егер сіз аса зару жағдайда ғана қарыз алып, оны қайтаруды ниет етсеңіз, әрі тезірек беруге бел байласаңыз, қарызыңызды қайтаруға Алла жәрдемдеседі. Сондықтан қарыз алмастан бұрын қашан қайтаратыныңызды өзіңіз нақты біліңіз және қайтаруға ниет қылыңыз. Қарыз аса бір қорқынышты дүние емес. Алған кезде қуандыңыз ғой, берген кезде де көңіліңіз түспесін. Қарызды қайтара алмай жүрген кезде қорқып телефонды көтермей қашудың қажеті жоқ. Керісінше, ушықтырып жібересіз. Одан да қарыз алған адамыңызбен сөйлесіп, жағдайды түсіндірсеңіз, көп адам жоқ, қазір қайтар деп айта қоймайды. Ал егер жауап қайтармай қойсаңыз, қашқаныңызды ашуландырып, өзін алданып қалғандай сезінеді. Банктың қарызын қайтара алмай жатсаңыз, 3 күн ішінде қайтара алмасам қанша теңге артық төлеймін деп біліп алуыңызға болады. Қарыз берушіден қашқан сайын айналаңызға үрке қарап стресске түсетін боласыз. Сол себепті ислам әдебі бойынша, адамшылық бойынша да неліктен қайтара алмай жатқаныңызды түсіндіріп, асықпай келісімге келіп алсаңыз, өзіңіздің де жүрегіңіз тыныш болады. Үнемі таңертең және кешке осы дұғаны айтыңыз. Я Тәңірім, күйзеліс және қайғыдан, әлсіздік пен жалқаулықтан, қажырсыздық пен сараңдықтан, қарызға бату мен адамдардың ашуынан өзіңнен пана тілеймін. Қарызды қалай қайтарамыз? Ең бірінші ірілі-ұсақты барлық қарызыңызды жазып шығыңыз. Көршіңізден алған 5000 теңгеден бастап, банктен алған үлкен сумаға дейін жазыңыз. Барлық қарызыңыз көз алдыңызда болғанда кіріс-шығыс есептеу де оңай. Әрі қарыздарыңызды басқару да жеңіл болады. Барлық қарызыңызды жазып алғаннан кейін, өзіңізде бар қаражат жететін ең аз қарыздарыңызды бірден қайтарып тастаңыз. Бұл қарыздарыңыздың санын азайтады және сізге жеңілдік сыйлайды. Жаңа ғана қарызыңыз көп болып тұрған еді, енді ақырындап азайып жатқанын көресіз. Әдетте аз мөлшерде қарыз берген адамдар көп хабарласып, мазаңызды жиі алады. Бір жағынан солардан да құтыласыз. Екінші, бір адамға қомақты қаражат қарыз болсаңыз, бөліп төлеуге келісіңіз. Мысалға, қарызыңыз 300 000 теңге, жалақыңыз 300 000 теңге. Жалақыңыздың барлығын қарызыңызға беретін болсаңыз, өзіңіздің жүріп тұруыңызға, азық-түлігіңізге қаражат қалмайды. Сөйтіп басқа адамнан тағы қарыз аласыз. Бұл солай айналып жүре береді. Бір адамнан қарыздан құтыламын деп, екінші адамға қарыз боп қаласыз. Сол себепті 300 000 теңгені 3 айға бөліп, ай сайын 100 000 теңгеден төлеп отырсаңыз, қалған ақшаңызды отбасылық қажеттіліктеріңізге жұмсайсыз. Сөйтіп ешкімге қарыз болмастан, бар қарызыңыздан 3 айда құтыласыз. Қарызды қайтармай қашқаннан гөрі қарыз берген адаммен осылай келісіп алған көп пайда келеді. Себебі жоғарыда айтқандай, қарыз берген адам сіздің қашып жүргеніңізге ашуланып қысымға алады. Тұрақты түрде бөліп төлеуге кіріссеңіз, екі жақтың да көңілі тыныш болады. Үшінші, қосымша табыс көздерін табыңыз.
бір жалақыңыздан бөлек ақша көздеріңіз болсын. Мысалға, ағылшын пәні мұғалімі болсаңыз, жұмысыңыздан бөлек репетитор болыңыз. Ол соншалықты көп ақша әкелмесе де, 4-5 оқушыға репетитор болып қосымша табыс тапсаңыз, ол да қарызыңыздан құтылуға ықпал етеді. Не болмаса, үйде тұрған ана болсаңыз, қолыңыздан келетін дүниемен айналысыңыз. Үйде отырып тігін тігуіңізге болады. Болмаса, тәтті торттар пісіріп сатыңыз. Қолыңыздан келетін бар мүмкіндігіңізді пайдаланыңыз. Көп табыс әкелмесе де, жолдасыңыздың не өзіңіздің жалақыңызға қосылғанда бұның өзі үлкен көмек болады. Оны кім алады, қайда сатамын деп өтірік өзіңізді шектемеңіз. Жасап көріп ақырын жан-жақтағы адамға ұсыныңыз. Алатын адамдар табылады. Тым болмағанда күнделікті тұрмысқа қажетті дүниелеріңізді ақтайтын анық. Өзіңіздің басқалардан озық тұрған қабілетіңізді дамытыңыз. Басқалардан қай жағынан алдасыз, соған басты назар аударсаңыз, сол қабілетіңіз сізге көбірек ақша алып келеді. Жұмыста жүрсеңіз, өзіңіздің құқықтарыңызға емес, міндеттеріңізге мән беріңіз. Өз міндетін толық біліп, жақсы жұмыс істеген адамның жұмыста өсетіні анық. Ешқашан өзіңізде жоқ ақшаны есептемеңіз. Нақты қолыңызға түспеген қаражатқа жоспар құрмаңыз. Көбінесе біз осы себепті қарызға кіреміз. Талғат ақша беру керек деп соған сеніп, не болмаса осы жерде ақша түсу керек деп үміттеніп қаламыз. Сөйтіп, ол ақша түспеген соң амалсыз қарызға кіреміз. Сондықтан нақты қолыңызға түспеген ақшаны есепке алмаңыз. Біреуге қарыз берсеңіз де, қайтатын ақшаны есепке алмай жоспар құрғаныңыз дұрыс. Себебі қарызыңызда қайтарып бермей жатса да ештеңе жоғалтпайсыз. Біреуге қарыз бергенде ол ақша қайтпайды деп ойласаңыз, қанша теңге қайтпаса да сізге ауырлық етпейді. Біреу 10 мың теңге сұрап тұр, қайтпайтын шығар деп ойласаңыз, 5 мың ғана беріңіз. Сол кезде ол да ренжімейді, сіз де көп ақша жоғалтпайсыз. Кез келген дүниені қарызға алмас бұрын, болмаған нақты қажет пе деген сауалға жауап беріңіз. Қарызға батпау үшін өзіңіздің қаржылық сауаттылығыңызды арттырыңыз. Ақша бітті, қаржылық қорғаныс. Әркім өзінің қаржылық мақсаттарын жүзеге асыра алады. Сіздің де өз мақсаттарыңызға жетуіңізге толықтай мүмкіндігіңіз бар. Бірақ оларды іске асыру үшін алдымен қаржылық мақсаттарыңызды нақты анықтап алу керек. Мысал үшін, үй алу, көлік алу, саяхатқа шығу, әке-шешеңізді меккеге апару, тағы басқа. Осы дүниелерді сіз тек қаржылай еркін болғанда жасай аласыз. Ал сіз қашан қаржылық қорғанысқа, қауіпсіздікке және еркіндікке қол жеткізе аласыз? Бұл қандай ұғымдар және олардың арасындағы айырмашылық неде? Осы ұғымдардың барлығының ара жігін бірге ажыратып, толықтай түсініп өмірімізге енгізейік. Бірінші этап – қаржылық қорғаныс. Мақсатты қалай дұрыс қою керектігі туралы сіз талай естіген боларсыз. Ал өзіңіздің ақшаңызға сай осы мақсатты дұрыс қою әдістерін қалай қолдануға болатындығы туралы ойландыңыз ба? Бір сұрақ жауап беріңізші. Сіздің барлық табыс көздеріңіз кенеттен таусылып қалды делік. Сізге қарыз адамдар сіздің ақшаңызды қайтарудан қашып жүр. Сіз жұмыстан шығып қалдыңыз немесе ауырып қалдыңыз. Күнделікті ішіп жейтін тамақ бар, пәтерде тұрасыз, төлейтін кредитіңіз бар, таныстарыңыздан алған 1-2 қарызыңыз бар. Осылардың барлығын төлеу керек. Оның үстіне өзіңізге де кішкене тиын-тебен болса да қалдыру керек қой. Сіз осындай күйде қаншалықты ұзақ жүре аласыз? Қаржылық қорғаныс дәл осындай форс-мажорларға, яғни күтпеген жағдайларға төтеп беру үшін керек. Күтпеген жайттар орын алғанда сіздің жағдайыңыз ешкімнен қарыз алмай-ақ әдеттегі өмір салтыңыздан төмен болмауы тиіс. Мысалы, қазір дастарханыңыз толы болса, қиын жағдай болып қалған кезде де жинаған ақшаңыздың арқасында оны қамтамасыз ете алуыңыз керек. Күнделікті жұмысқа таксимен барсаңыз, сондай жағдайда таксимен жүретін, кейде кафе-рестораннан тамақтанып жүрсеңіз, оған да ақшаңыз жеткілікті болатындай жағдай сақталуы қажет. Мёрфи заңында кез келген болуы мүмкін жаман жағдайлар міндетті түрде орын алады делінген. Мысал үшін, карантин жағдайларын қарастырып көрейік. Әлемді жаулаған пандемия. Өз күнін өзі әрең көріп жүрген адамдардан бастап, әлемдік деңгейдегі үлкен кәсіпкерлерге дейін барлығының жағдайлары қиындап кетті. Тұрмыс тіршілікке қажетті деген заттардан басқа бизнестердің барлығы жабылып, бүкіл әлем 4 қабырғаға қамалды да қалды. Көпшілігіміз жұмыстан қысқарып қалдық. Кей кәсіпкерлердің кәсібі жүрмей жатты. Табыс көзі мүлдем тоқтады. Оның үстіне кейбіреулеріміздің жақындарымыз сырқаттанды.
өзіміз де ауырдық, соған дәрі, азық-түлік алу, ем қабылдау үшін қаражат керек. Осындай жағдай орын алады деп ешкім күтпеген, тіпті ойламаған да болатын. Бұл бәріне қиынға соқты. Бірақ сол уақытқа дейін қаржысын көбейтіп жинап, сақтап алған адамдар бұл ситуацияны қатты қиналмай өткерді. Ал ақша жинап, өзіне былайша айтқанда подушка жасамаған адамдар өкінішке орай 42.500 теңгеге мұқтаж болды. Негізі 42.500 қазір аса бір үлкен сума емес. Бір жұмысқа тұрғанда айлығың 42.500 болады десе жынды ма дейсің ғой. Бірақ сол кезде жұмыстан айырылып, ешқандай табыссыз қалған, қаржылай қорғанысы жоқ адамдар 42.500 теңгеге де зәру болып қалды. Қазір, Аллаға шүкір, әлемде жағдай түзеліп, барлығы жақсы болып келе жатыр. Бірақ енді алда, Құдай сақтасын, әрине осындай оқиғалар орын алмасына кім кепіл? Кез келген форс-мажорға сіз қазір дайынсыз ба? Дәл осы секілді кез келген ситуацияға төтеп бере алу үшін ең болмағанда қаржылық қорғаныс жасауымыз керек. Оны қалай жасаймыз? Алдымен сізге кемінде қанша ақша керек екендігін анықтаудан бастайық. Ай сайынғы тұрақты шығындарыңыздың барлығын жазып шығыңыз. Тіпті ауырып қалған жағдайда да төлейтін шығындарыңызды. Егер тұрақты жұмыс істейтін болсаңыз, жеке шығындар бөлімін толтырыңыз. Егер кәсіпкер болсаңыз, кәсіп шығындарын жазыңыз. Енді анықтайық, сізде қаржылық қорғаныс болу үшін сіздің ай сайынғы табысыңыздың қанша болу керек? Қаржылық қорғанысты қанша айға жасау керек? Бұл сіздің қауіпсіздігіңіз бен қажеттіліктеріңізге байланысты. Мысалы, сіз ауырып жұмыстан шығып қалсаңыз, қанша уақыттан кейін сіз жазылып өзіңізге ұнайтын басқа жұмыс таба аласыз? Өздерін қауіпсіз сезіну үшін көпшілікке 6-12 айлық жинақ қажет. Сізде жаңа табыс көзі пайда болу үшін қанша уақыт керек екенін белгілеңіз. Енді қаржылық қорғанысқа қажет айлық соманы алып, оны сізге қажет айлар санына көбейтіңіз. Шыққан сома сіздің қорғанысыңыз үшін қажетті ең минималды сома болып есептелінеді. Сіз мұны өзіңіздің денсаулығыңыз, эмоционалды әл-ауқатыңыз және отбасыңыз үшін жасауыңыз керек. Осы жиналған соманың көмегімен сіз өзіңізге ұнайтын жұмысты еш алаңсыз іздей аласыз. Осы жинақ арқылы ғана сіз бір жерге демалуға қорықпастан барасыз. Егер бәрібір сіз ойлағандай болмаса да, бұл сома арқылы сіз өзіңізді қауіпсіз сезінетін боласыз. Ал қауіпсіздікке кез келген жан иесі мұқтаж. Жүйкеңіз қаншалықты мықты болса да, сіздің болашақ жұмыс туралы мықты қорғанысыңыз болғаны дұрыс. Апаттардың, аяқ асты оқиғалардың және күтпеген жағдайлардың ешкім алдын ала алмайды. Бірақ оларды ешқандай қауіпсіз өткеруі үшін сақтық шараларын бәрі қолдана алады. Сондықтан сіз қаржылық қорғаныс жасап алсаңыз, қандай жағдай болса да еш қиналмайсыз. Қаржылық қорғанысты жасау үшін қанша уақыт керек? Қарапайым бір ереже бар. Мақсат кіші болған сайын оған жетуде жылдам болады. Қаржылық қорғаныс бұл қысқа мерзімді мақсат. Бұл сіздің істейтін басты жұмыстарыңыздың бірі болуы керек. Әр адам бюджетін жоспарлап отыру қажет. Өйткені біріншіден, ай сайын қанша ақша жұмсайтыныңызды білесіз. Екіншіден, ол ақшаны қайда жұмсайтыныңызды көресіз. Бюджетіңізді жоспарлауға айтарлықтай көңіл бөліңіз. Өзіңізге қаржылық қорғаныс жасап алғанға дейін бұл өте маңызды. Егер сіз осы дүниені іс жүзінде жасап жүретін болсаңыз, онда бұл көп ұзамай жемісін де береді. Төменде бюджет жоспарлаудың үлгісін көрсетіп қойдық. Алдымен өзіңіздің барлық кіріс шығыстарыңызды тізіп шығыңыз. Жай ғана тізіп жасап қою әрине жеткіліксіз. Сіз сол тізімнен барлық шығындарыңызды көріп тұратын боласыз. Бюджет жоспарлау жай ғана кіріс шығыстың тізімін жасап қоюдан әлдеқайда үлкенірек. Нағыз жоспарлау барлық шығындарыңызды есепке алып, олар туралы білген кезде басталады. Сізде екі мүмкіншілік бар. Біріншісі, әр заттан кейін оған қанша ақша жұмсағыңыз келгенін жазыңыз. Бұл қаншалықты қолжетімді екеніне және өзіңізді қандай да бір нәрсемен шектеуге тура келетініне бас қатырмаңыз. Айына көп дегенде қанша ақша жұмсағаныңыз келетінін жазыңыз. Осы жазған сумаңыздан асып кетпеу үшін қандай шығындарды қысқартуға болатынын көріңіз. Жоспарлауды қазірден бастаңыз. Сіз қаржылық қорғанысыңыз үшін қанша ақша керек екенін анықтадыңыз және оларды қайдан алу керектігін білесіз. Енді сізге жоспар керек. Өзіңізге жеткілікті қаржылық қорғаныс жасау үшін қанша ақша салып отырғыңыз келетінін анықтаңыз. Мен ай сайын теңге салып отырғым келеді. Осы арқылы қанша уақытқа?
мен қаржылық қауіпсіздігімді қамтамасыз ете аламын деп жазып шығыңыз. Дәл осылай сіз өзіңізді қаржылық қорғаныспен қамтамасыз етесіз. Бұл мақсатқа кез келген адам қол жеткізе алады. Сол арқылы сіз қандай жағдай болса да қаржылық жағынан қорғаныста боласыз. Бұл ақшаны қауіпсіз, бірақ қолжетімді жерде сақтаңыз. Бұл сома сіздің болашақ әл-ауқатыңыздың негізі. Ақша жинаудың ең тиімді техникасы. Егер сіз айын жалақыңыздың бір бөлігін үнемдеп жинап бастасаңыз, онда сіз бір жылдың ішіндегі ақшаңыздың қаншалықты аз жиналғанына таң қалатын боласыз. Ал енді қаржылық қорғаныс жасау үшін ақшаны қайдан жинаған дұрыс? Ақша жинаудың ең тиімді техникасы қандай? Осы мәселенің басын ашып қарастырайық. Көп адамдар, егер мен ақшамның бір бөлігін жинап жүрсем, мен байып кетемін деп ойлайды. Егер сіз де солай ойласаңыз, онда сіздің үлкен табыстарға жету жолыңызда өте күрделі болмақ. Әрине, жалақыңыздың бір бөлігін алып азды-көпті ақша жинауға болады. Сіз оны жинап бітем дегенше жағдай мүлдем өзгеріп кетеді. 10 жыл бұрын квартираға деп жинаған 1 миллион теңгеңіз қазір көлікке де жетпейді. Қазір жинап жүрген ақшаңыздың тағы бір 10 жылдан кейін құны да болмайды. Көріп отырғандарыңыздай, аз жалақыны үнемдеп жинап, үлкен табысқа жету мүмкін емес. Мүмкін болса да өте тиімсіз. Неге? Өйткені ақша күн сайын құнсызданып бара жатыр. Сол құнсыздану сіздің жинаған ақшаңызды, былайша айтқанда, жеп қояды. Қазір сіз жалақыңыздың бір бөлігін жинап бастасаңыз, сіз зейнетке шыққанға дейін сізде жиналған ақша үйге қажетті азық-түлікке де жетпеуі мүмкін. Көптеген жағдайы төмен адамдар байлыққа жетуім үшін жұмыс істей беріп, жалақымның бір бөлігін жинап отыруым керек деп ойлайды. Сіздің қазіргі табысыңызбен үнемдеп жинау тиімсіз. Ұзақ уақыт бойы тірнектеп жинаған ақшаңыздың өзі сіздің қалауыңызды орындауға жетпейді. Мысалға, сіздің жалақыңыз 100 мың теңге, жарайды, 150 мың теңге деп алайық. Машина алу үшін сол табысыңыздың ай сайын 10%, яғни 15 мың теңгесін жинап отырғанның өзінде бір жылдан 180 мың теңге, 2 жылдан кейін 360 мың ғана жиналады. Ол 360 мың теңгені сіз қайда жеткізесіз? Сіздің 2 жыл бойы тірнектеп жинаған бұл ақшаңыз қазір қандай машинаға жетеді? Асып кетсе кір жуатын машинасы келеді ғой. 10 жылдан кейін бар болғаны 1.800.000 теңге болады. Сонша қиналып үнемдеп жинасаңыз да 10 жылда 1.800.000 теңге ғана жиналады. Оның үстіне ол уақытқа дейін ақша құнсызданып, бұл ақшаның мүлде мардымсыз болып қалады. Сондықтан ақшаны үнемдеп жинап бай боламын деген идея дұрыс емес. Сізге көбірек ақша табуға талпыну керек. Өзіңіздің жалақыңыз аз болуы мүмкін. Сіз сол келген аз ақшаны үнемдеймін деп, бар назарыңызды соған қарай бұрып, бар уайымыңыз да, энергияңыз да соған кетіп қалады. Сол уайымыңыз сізге көбірек ақша табуға кедергі жасайды. Ал табысты адамдар оған бас қатырып уайымдамайды. Ол бар назарын үнемдеуге емес, табысын арттыруға бағыттайды. Мен бұл жерде үнемдеу жаман, есеп жүргізу дұрыс емес, бет алды ақшаны жұмсау беру керек деп айтып жатқан жоқпын. Әрине, есеп жүргізіп, өзіңнің кіріс шығысыңды есептеп, оны орнымен жұмсау керек. Бірақ басты назарда үнемдеуге емес, керісінше көбірек табыс табуға бағыттау керек. Табысты адамдар табыс көзін көбейту арқылы тезірек және көбірек ақша табуға болатынын біледі. Түскен табысты сабырмен жинайды. Жиналған қаражатын сақтап, бірнеше есеге көбейту жолын қарастырады. Білім алып, өзінің қаржылық сауаттылығын арттырып, ақшасын дұрыс пайдалануға көмектесетін жаңа қабілеттер үйренеді. Ақшаны басқаруды сізде көп ақша болмай тұрып үйренгеніңіз дұрыс. Өйткені, көп ақша келген кезде ақшаңызды басқаруды білмесеңіз, соған қажетті білімді, қабілетті үйренбесеңіз, кез келген ақша жоғалып кетеді. Ақшаны жарату оңай, бірақ оның әр тиыны жинап отыру оңай емес. Сондықтан, сіз белгілі бір деңгейде ақша жинамас бұрын, сіз оны басқарып үйренуіңіз керек. Мына нәрсе есіңізде болсын. Егер сіз ақшаңызды басқарып үйренсеңіз, онда сіз үлкен табыстарға әлдеқайда тезірек және жеңіл жететін боласыз. Ақша жинап бай боламын деген идеяның өзі дұрыс емес. Олай істеу тиімсіз, әрі ол қағида қазір ескірген. Заман барған сайын жылдамдап барады. Заманның талабына сай біз де бейімделіп отыруымыз керек. Әлемдегі ең үздік маркетологтардың бірі атақты Джек Трауттың бейімделіңіз немесе өліңіз деген керемет сөзі бар. Иә, бұл сөз қатты тиюі мүмкін, бірақ қазіргі талап сол. Бұны ата-бабаларымыз да заманның түлкі болмаса тазы боп шал деп айтып өткен. Қазіргі заман біздің бейімделгіш әрі белсенді болуымызды талап етеді.
Сондықтан қазір ақшаны басқаруды үйреніп, қосымша табыс көздерін жасап, ақшаны көбейту жолдарын меңгеретін болсаңыз, онда сіз өзіңіз армандаған байлыққа жылдам қол жеткізесіз. Адамдар қалай миллионер болып жатыр? Олар ақша ең үздік жұмысшы екенін түсінген. Сондықтан кейбір адамдар миллионер, тіпті миллиардер болып, ал басқалары таңнан кешке дейін тоқтамай жұмыс істеп жатса да, сол деңгейде қалып жатыр. Біреулер ақша үшін жұмыс жасайды, ал біреулер үшін ақша жұмыс жасайды. Сіздің жиналған ақшаңыз жақсы капитал бола алады, бірақ ол өздігінен сізді байқалмайды. Ақшаңызды көбейтіп, байлыққа жету үшін жоғарыда айтқанымдай, қаржылық білім үйреніп, жинаған ақшаңызды жақсы бір бизнеске инвестиция жасаңыз. Осындай жағдайда сіздің ақшаңыз тәулік бойы жұмыс істеп, сіздің табысыңызды өсіріп отыратын болады. Бірақ бұған дейін сіз бірнеше этаптан өтуіңіз керек. Ең алдымен сіз ай сайын өзіңіздің, отбасыңыздың барлық қажеттіліктеріңізді жабатын, қалауларыңызды өтей алатын қаражат тауып алыңыз. Киім-кешекке, жүріс-тұрысыңызға жететін комфортты деңгейге шығып алғаныңыз жөн. Одан кейін ғана сіз үйге, көлікке ақша жинау туралы ойлана берсеңіз болады. Қазіргі табысыңызбен барынша үнемдегеннің өзінде қанша ақша жиналатынын көрдіңіз. Сіз ойлағандай аса көп сума шықпайды. Сондықтан ақшаны үнемдеп жинамаңыз. Көп тауып жинаңыз. Көп табу үшін біліміңді арттырыңыз, ізденіңіз. Одан да үнемдеуге салатын ақшаны өзіңіздің денсаулығыңызға, психологиялық жағдайыңызға, жаңа қабілеттерді үйренуіңізге, дамуыңызға жұмсаңыз. Сол кезде сіз өзіңіз қалаған ақшаны таба аласыз. Сізде үнемі ақша жетіспеуінің басты 5 себебі. Мен жақсы ақша табамын, бірақ менде үнемі ақша жетіспейді. Таныс жағдай ма? Неліктен осындай жағдайларға тап боламыз? Неліктен келген табысты жеткізе алмай жатамыз? Төменде ақшаның қайда кететінін және бұл мәселені қалай шешуге болатындығын анықтайтын боламыз. Осы жерде айтылған осы қысқа да нұсқа практикалық тапсырмаларды орындасаңыз, қолыңызға түскен қаражатты ақылмен жұмсап, барлығына қалай жеткізу керек екенін үйренесіз. Сізде табыс жақсы болғанмен, бірақ үнемі жетіспей жүруінің басты 5 себебі бар. Біріншісі, сізде ақшалай мақсаттар жоқ. Бұл тақырыпты алғашқы тарауда айтып өткен болатынмын. Бірақ сіз ол жердегі тапсырмаларды орындамасаңыз, қайта оралып, сол тапсырмалардың барлығын практика жүзінде қолданыңыз. Өйткені ол тапсырмаларды орындамай, ойлаған дүниелеріңізді жасауыңыз екіталай. Алдыңғы тарауларда айтқанымдай, ақшаны жай жиналып тұрсын деп үнемдеудің еш мағынасы жоқ. Сіз бүкіл апта бойы ақша табу үшін жұмыс істейтіндіктен өзіңізді марапаттасаңыз болар еді. Сіздің алдыңызда екі таңдау бар. Ақшаны жауапкершілігі жоғары адамдар үнемдейді деп үнемдеу, немесе дәл қазір бір жақсы затқа жұмсау. Әрине, екінші нұсқа жақсы естіледі, және ол оңайырақ болғандықтан көбісі өзінің қалауына ерік беріп, бүкіл ақшасын құртып жібереді. Нақты жоспары, алға қойған мақсаты болмаған соң, ол ақша жөнсіз құртылып кетеді. Армандарыңызға не үшін жете алмай жатасыз? Тағы да айтамын, өйткені сіз оған нақты жоспар құрмағансыз. Ол жайында ойланбағансыз да. Жоспарланбаған дүние өздігінен орындалып кетпейді. Сіз оның цифрасыз нақты анықтап, жоспар құруыңыз керек. Соған қаражатыңызды жинасаңыз болады. Сондықтан өзіңізге нақты ақшалай мақсат қойыңыз. Сонда ақша жинау сізге қалаулы жұмысқа айналады. Дәл қазір барлық тапқан табысыңызды керегі жоқ нәрселерге жұмсағаннан гөрі, келесі жазға саяхатқа шығуға, немесе армандаған дүниеңізге жұмсауға әлде қайда пайдалы. Ақшалай мақсаттарыңыз бен олардың сомасын жазыңыз. Ақшаны жинауды бастаңыз және оны жоғарыда айтып өткенімдей, көбірек табыс тауып жинаңыз. Кез келген бір зат сатып алардан бұрын осыны ойлаңыз. Жоғарыда айтылған тапсырмаларды орындаңыз. Орындамасаңыз, қайта оралып орындап шығыңыз. Орындасаңыз жарайсыз, жалғастыра беріңіз. Екіншісі, сіз қаржыны қадағаламайсыз. Егер сізде көптеген банктік есепшоттар болса, онда сізде барлығы қанша ақша барын түсіну қиын болады. Сізге метрика, яғни көрсеткіштерді қарауыңыз керек. Егер сіз өзіңіздің денеңізді жақсы қалыпқа келтіруді шешсеңіз, онда сіз әртүрлі көрсеткіштерді қадағалайсыз. Мысалы, салмақ, тамақтың пайдалылығы деген секілді. Дәл осындай тәсілді қаржыға да қолданыңыз. Ең алдымен сіз таза капиталдың мөлшерін анықтаңыз. Бұл қаржыны қадағалаудағы ең маңызды көрсеткіш.
Таза капитал бұл сіздің барлық жинақтарыңыздың барлық қарыздарды шегергендегі сома. Содан кейін капиталдағы өзгерістерді бақылайтын тұрақты салыстыру күнін белгілеу керек. Бастапқыда әр апта сайын тексеріп отырыңыз. Қаржылық жағдайыңызды түсіне бастағаннан кейін тексеру санын айына бір рет азайтуға болады. Осылайша сіз өзіңіздің қайда екеніңізді және сіздің қаржыңыздың өсіп жатқанын білетін боласыз. Үшіншісі, сіз қажет емес заттар сатып аласыз. Сіз қаражатыңызды жоспарламасаңыз, онда сіз өміріңізді жақсартпайтын қажет емес заттарға ақшаңызды жаратып жүрген болуыңыз мүмкін. Кез келген шығын ол таңдау. Сіз кез келген затты сатып алғанда, оның орнына бірдеңеден бас тартасыз. Жаңадан зат алғанда ақылмен сатып алыңыз және тапқан ақшаңызды тек өте маңызды нәрселерге жұмсаңыз. Қажетсіз заттардан өзіңізге де біреуге де пайда келмейтін дүниелерден бас тартыңыз. Шығындар есебін жүргізудің тамаша әдісі бар. Ол арнайы журнал жүргізу, телефонда немесе блокнотта. Сіз бірдеңе сатып алған сайын, оның сізге қанша тұрған және қаншалықты бақытты еткенін 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша жазыңыз. Әр апта сайын журналды тексеріп, 7 балдан аз сатып алған нәрселерді белгілеп, содан кейін оларды алып тастасаңыз. Төртінші, сіз өз мүмкіндігіңізден тым жоғары өмір сүріп жатырсыз. Сіз тым қымбат өмір салтын ұстануыңыз мүмкін. Оны қалай түсінуге болады? Тұрақты шығындарыңызды тізімдеңіз. Олар ай сайынғы төлемдер, мысалы пәтерақы, оқу ақысы, телефон ақысы және тағы басқа шығындар болуы мүмкін. Егер осы шығындардың жалпы мөлшері сіздің жалақыңыздың жартысынан көбін құраса, онда сіз тым көп ақша жұмсайсыз. Ай сайынғы шығындарыңызды қысқартпасаңыз, күнделікті қажеттіліктеріңіз бен жинақтарыңызға әрдайым ақшаңыз аз қалатын болады, және сіз үнемі ақшаңыз жетпей тұрады. Сондықтан тізімді жазып шығып, нені қысқартуға болатынын көріңіз. Өзіңіздің тізімдегі артық шығындарыңызды көріп, соларды қысқартсаңыз, мүмкін шығыныңыз да қалтаңызға салмақ салмайтын болатын шығар. Бесіншісі, сіз жоғары пайызбен несиелер аласыз. Егер сіз тауарларды несиеге сатып алсаңыз, бірақ ай сайынғы қарызыңызды төлемесеңіз, айлыққа дейін өмір сүруіңіз ғажап емес. Ақшаңыздың көп бөлігі сіз бірнеше айлар, жылдар бұрын жасаған заттарыңыздың пайыздарын төлеуге кетуі мүмкін. Көпшілігі бір затты 20% жеңілдік десе жүгіріп барып сол затты алуға дайын тұрады. Бірақ сол адамдар жыл сайын несие бойынша тура сол 20% төлеуге тура келетінін түсінбейді. Келесі жолы өте қымбат нәрсе сатып алғыңыз келсе, несие бойынша пайыздарды ескере отырып, осы заттың құнын есептеңіз. Содан кейін өзіңізге, бұл алайын деп тұрған затым осыған тұрарлық па деп сұрақ қойыңыз. Артық қажет емес шығындардан осылай арыла аласыз. Ақшаны көбейтудің ең басты 3 ережесі. Табатын табысыңыздан көп жұмсамаңыз, кіріс шығындарыңызды есептеп жүріңіз, активтерге инвестиция жасаңыз. Жоғарыда айтылған қысқа да нұсқа кеңестерімді қолданатын болсаңыз, табыстарыңызды дұрыс басқарып үйренетіңіз анық. Байлықтың тұрақты болуының кілті. Алла тағала адамды бай болудан тыймайды. Ол жер бетіндегі нығметтердің барлығын адам баласының игілігі үшін жаратқан. Исламның тірегі саналатын 5 шарттың екеуі, яғни қажылық пен зекет, мал-мүлік арқылы жасалатын ғибадат түріне жатады. Бұл екеуін тек шамасы келетін адам ғана өтей алады. Алла құлын бай болудан тыйса, осынша парызды жүктермеді. Осы байлықтың тұрақты болу үшін де зекетті парыз қылған. Зекет бұл тепе-теңдікті сақтауға арналған. Дәулетті мұсылмандардың жылына бір рет малының, дүние мүлкінің, дәулетінің 40-тан 1 бөлігін зекет ретінде беруінің астарында үлкен мән жатыр. Тарқатып айтар болсақ, ол қоғамға қарасуға, қайырымдылық жасауға, жанашырлыққа жатады. Берілген зекеттер сол қоғамдағы мұқтаж жандарға, басқа да игілікті істерге жаратылатындықтан, сол қоғамның қайырымды бола түсуіне жол ашады. Малдарыңды зекетпен қорғаңдар, ауру сырқаттарыңды садақа беріп емдеңдер, бастарыңа келген бәлекеттер үшін Алла тағалаға жалбарынып дұға етіп көмек сұраңдар. Мына бір қызыққа қараңызшы, даланың бір жазылмаған заңы бар. Қасқыр негізінен зекеті берілмеген байдың малына шабады.
Бұл жерде үлкен ғибрат бар. Жағдайың бола тұра зекет беруге қауқарың жете тұра зекет бермесең, ол бәрібір басқа жолмен шығын боп келеді. Өзіңіз назар салып қараңызшы, малына қасқыр шапқан байлардың көбі зекеті берілмей, парызы өтелмей жүрген адамдар. Бұл бір зерттеуге келмейтін құбылыс. Әйтпесе кімнің зекеті беріліп, кімнің зекеті берілмей жүрген қасқыр қайдан білсін? Сен кедей-кепшікке беріп қайырымдылық жасамасаң, сол мүлкің бәрібір басқа жолмен құртылып берекесі кетеді. Қасқыр оның бәрін жемейді, тек ішін жарып, өлтіріп кете береді екен. Бұл бір әлі зерттелмеген таңқаларлық дала заңы. Сондықтан зекетте үлкен береке бар. Зекет берген адамның мал-мүлкі кемімейді, керісінше арта түседі. Аристотельден кейінгі екінші ұстаз атанған Әбу Насыр әл-Фараби өзінің қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары атты еңбегінде қайырымды қала қалыптастыратын тұрғындарды беске бөледі. Ең құрметті адамдар шешендер, өлшеушілер, жауынгерлер және байлар. Ол байлардың қатарына қалада байлық табатындар, егіншілер, мал өсірушілер мен қолөнершілерді жатқызады. Ойшылдың қайырымды қала қалыптастыруда байларды атау тегін емес. Қайырымды қала қалыптастыру үшін байлардың керек екені және олардың мал-мүлкін мұқтаж жандарға бере білуі үлкен маңызға ие. Ислам діні адамды ақ, адал еңбегімен дәулетті болуға шақырады. Әлсіз мұсылманға қарағанда Алла әлді мұсылманды анағұрлым көбірек жақсы көреді деген хадистен де бұны байқауға болады. Өйткені мұсылманның түсінігінде дәулетті болу көп жақсылық жасауға мүмкіндік береді. Зекет адамның жүрегін, ішкі сезімін керемет қуаныш билеп, ерекше ләззат құшағына кіргендей күй кешіп, өмірдің қысымынан, дүние мүліктің ауыртпалығынан, жүректің қаттылығынан арылтады. Зекет мұсылмандарды жалқаулыққа, масылдыққа, жатып шерлікке тәрбиелеп дағдыландырмайды. Өйткені пайғамбарымыз берген, қол алған қолдан қайырлы деп мұсылмандарды әрқашан тер төгіп еңбек етуге шақырады. Зекет 8 түрлі адамға беріледі. Кедей-кепшіктер, міскіндер, зекет жинауға көмектесушілер, дінге жаңадан кірушілер, өз бостандығы үшін жүрген құлдар, қарызға батқандар, Алла жолында жүргендер, пақыр жолаушылар. Зекет беру, Алла жолына қайыр садақа жұмсау, қоғамдағы мұқтаж жандарға қарасу адамның шынайы мұсылмандығын, жомарттығын әрі дүниеге тым құмартпағандығын білдіреді. Дүние тіршілігіндегі үлкен сынақтың бірі дүние құмарлық. Зекет дүние мүлікті жүректе емес, қолда ұстауға тәрбиелейді. Сізді табысқа жеткізетін 7 қағида. Fidelity Investments компаниясының зерттеуі бойынша табысқа жеткен тұлғалардың 80% табысқа өз еңбегімен жеткен. Яғни ешқандай ата-анасынан мұрагерлікке қалдырған мүлкінсіз немесе бір туысқанның қолдауынсыз. Табысқа адам жайдан жай жетпейді. Оларды табысқа жеткізген өздерінің ұстанған қарапайым қағидалары мен қалыптастырған пайдалы әдеттері. Сіздің қағидаларыңыз бен әдеттеріңізге қарап, сіздің неліктен бай екеніңізді немесе неліктен кедей екеніңізді білуге болады. Сондықтан өзіңіздің қағидаларыңызды және әдеттеріңізді дұрыстаңыз. Ал біз сізге қабылдауға оңай әрі қолдану қиындық тудырмайтын, алайда табысқа жетуіңізге зор пайдасын тиетін 7 қағиданы ұсынамыз. Бірінші, ерте жатып, ерте тұрыңыз. Көпшілігіміз мән бермейтін осы нәрсенің маңызы өте зор. Ерте тұрған адам сергек болады, қимыл қозғалысы да ширақтанады. Зерттеулер бойынша да таңғы энергияның күші жоғары екені дәлелденген. Таңертең миыңыз тынығып тұрғанда сәтті идеялар келіп, жұмысыңыз да өнімді болады. Таңертең 6-да тұратын болсаңыз, 10-ға дейін ұйықтайтындардан 4 сағат артық өмір сүресіз. Уақытыңызды тиімді пайдаланасыз. Ерте тұрған еркектің ырысы артық, ерте тұрған әйелдің бірі артық деген мақал бекер айтылмаған. Өзгелер жұмысына енді кірісіп жатқанда, сіз бір жұмысыңызды аяқтап қоясыз. Басқалар секілді сізде ұйқысыздық мәселесі болмайды. Ерте тұрсаңыз, ерте ұйықтайсыз. Медицинада бұл жайлы растайды. Кешкі 10 мен таңғы 6-ның арасында ұйықтасаңыз, ұйқыңыз қанып, сергек жүресіз. Ұйқыңыз да тыныш әрі сапалы болады. Ирак халқында ерте тұрған адамның мақсаты да ерте оянады деген жақсы сөз бар. Мақсатыңызға жету үшін де, күніңізді жоспарлау үшін де ерте тұрудың пайдасы зор. Сол себепті ерте тұруға дағдыланыңыз.
Екінші, барлығын түртіп жазып жүріңіз. Алдыңызға үлкен мақсат қойыңыз және соған жетуге уақыт тағайындаңыз. Мақсатыңызды қағазға түсіріп, нақты қашан, қалай жететіндігіңізді жазыңыз. Көрген, білген ақпараттарыңызды қаламен жазып жүріңіз. Қаламен жазылған дүние мида жақсы сақталады. Күнделікті бастап, күнделікті өзіңізге есеп берсеңіз, мақсатыңыз жетуге қанша қалғанын білесіз. Жазу арқылы ойыңызды тиянақты жеткізуді үйренесіз. Ойыңызда жүрген дүниелерді қағазға жазсаңыз, ненің керек емес екенін анықтап алу да оңай. Сөйтіп, керек емес дүниелерден санаңызды тазалайсыз. Қазір көп компанияларда жұмыстан шығу болсын, сұрану болсын, тек жазбаша қабылданады. Себебі жазғанда адамның ойы жинақы болады. Дұрыс жаза алу сауаттылығыңыздың белгісі. Сондықтан үнемі қағаз қаламыңыз жаныңызда болсын. Үшінші, дұрыс орта таңдай біліңіз. Адамның өсуіне, дамуына, тұлғалық тұғырының нақты болуына ортаның әсері зор. Үнемі алда болуға талпынатын, табысты, сізді жақсы жағыңызға өзгертетін адамдармен араласыңыз. Үш ақымақпен аралассаңыз, сіз төртіншісі боласыз. Ал төрт кәсіпкермен аралассаңыз, сіз бесіншісі боласыз. Осыны естен шығармаңыз. Табысты адамдар тек өзінен позитивті дамуына көмектесетін, шабыт сыйлайтын адамдармен араласуды құп көреді. Әйтпесе артқа тартатын, өсуіңізге мүмкіндік бермейтін, үнемі өмірге өкпелеп жүретін адамдар өте көп. Олар өздері жетістікке жетпейді. Сіздің де жетістікке жетуіңізге кедергі жасайды. Жетістікке жеткендердің 93% жанындағы сенім артатын жолдастары, қолдаушылары болмағанда мұндай шыңды бағындыра алмайтынын айтқан. Сондықтан сізді қолдайтын, сізге сенетін жандармен айналаңызды толықтырыңыз. Төртінші, кітап оқыңыз. Қолыңыз бос уақытта емес, арнайы уақыт бөліңіз. Кітап оқу қоршаған ортаны, дүниені және өзіңді тануға көмектеседі. Жадыны және ойлауды дамытады. Яғни көп оқыған адамның жады мықты, тез ойлап, тез қорыта алады. Кітап оқу талдауға, сараптауға, өзіндік жүйелі пікір қалыптастыруға үйретеді. Сөздік қорды байытады және жалпы сауаттылық деңгейін арттырады. Адам бойында бұғып жататын шығармашылық қабілеттерді дамытады. Бай адамдар білім мен білімнің маңыздылығына сенеді, ал кітап оқу сонымен қатар жүреді. Бай адамдардың 67% теледидарды күніне 1 сағатта немесе одан аз уақытта көреді, ал 88% күн сайын кәсіби әдебиеттерді кем дегенде 30-40 минут оқиды. Теледидар көретіндерді кітап оқитындар басқарады деген сөзді естіген боларсыз. Табысты тұлғалар әрдайым жаңа тәжірибемен жаңа білім іздейді. Ал жаңа білімді кітаптан алатынымыз анық. Өз салаңызда неғұрлым көп білетін болсаңыз, сіздің бизнесіңізге, қызмет ететіндерге немесе сізді жалдайтындар үшін соғұрлым құнды боласыз. Тағы бір қызықты факт. Адам күніне шамамен 1 миллион шешім қабылдайды. Шешімдеріміздің 10% ғана саналы түрде, қалғаны түпсанадағы ақпарат негізінде қабылданады екен. Ал түпсананың көлемі шексіз. Түпсана оқыған кітап, көрген кино, естіген ақпарат, алған білімнің жиналған қоры. Сондықтан кітап оқу дұрыс шешім қабылдауымызға да көмектеседі. Бесінші, сұрақтар қойыңыз. Өзіңізге де, өзгелерге де сұрақ қоюдан қорықпаңыз. Бұл өмірде жауаптан гөрі сұрақтар көп. Мен кіммін, мен не істеп жүрмін, менің мақсатым қандай, менің бір ай өмірім қалса дәл қазір айналысып жүрген ісімді жалғастырар ма едім? Осындай сұрақтарды өзіңізге қою арқылы өміріңіздегі біраз мәселенің шешімін тауып, алға қарай жылжи аласыз. Егер сіз басқалардан өзіңіз білмейтін немесе түсінбейтін нәрселер туралы сұраудан қорықпасаңыз, онда сіз сұрақ қоймайтын адамдардан әлдеқайда көп білесіз. Сұрақ қою арқылы дұрыс сұрақ қоюды үйренесіз. Ал дұрыс сұрақ – бұл жартылай жауап. Бұл күнделікті тәжірибе сіздің өміріңіздің дамуыңызға көмектеседі. Есіңізде болсын, ең нашар сұрақ – қойылмаған сұрақ. Алтыншы, спортпен шұғылданыңыз. Ұдайы спортпен шұғылданатындардың көңіл күйі отырып жұмыс істейтіндерден көтеріңкі болады. Адамның танымдық қабілеті мен физикалық белсенділігі арасында байланыс бар. Оқып үйрену, салауатты өмір салтын сақтайтындарда да жақсы дамыған. Спорттың ағзаға әсерінің арқасында адамның ментальды денсаулығында да алға ілгерілеу болады. Спорттың санаға сілкініс тудыратынына күмән келтірмеу керек.
жоғары спорттық көрсеткіштер өзін-өзі бағалауды сөзсіз жақсартпақ. Спортпен шұғылдану мидағы алмасу процесіне оң ықпал етеді. Соның арқасында мидың жұмыс істеуі ілгерілейді. Спорттық жүктеменің әсері бұлшықеттегі қан алмасу мен жүйке жүйесіндегі реттеу қызметін жақсартады. Бұлар бұлшықеттің салмағын арттырады. Спортпен үнемі айналысу проблемалардан алшақтатып, күйзелістен құтқарады. Спортпен дұрыс шұғылдану адамның иммунитетін күшейтіп, дерттерге қарсы тұруға көмегін тигізеді. Физикалық жүктемеден соң организмде бақыт гормоны эндорфиндер бөлінеді. Сол себепті жаттығудан соң өзіңізді керемет сезінесіз. Тек спортпен айналысып қана өзіңіздің сыртқы келбетіңізге көңіліңіз толатын болады. Және сымбатты мүсін сізге ұзақ жылдар бойы қызмет етеді. Таңғы серуен, күніне 10 000 қадам жасап, кішігірім дене қыздыру жаттығуларын жасасаңыз да оң әсер беретіні сөзсіз. 7. Ешқашан берілмеңіз. Қозғалуды жалғастырыңыз, ешқашан бір орында тұрмаңыз. Қоршаған ортаңызды өзгертіп дамытыңыз. Кез келген проблема сіздің бұдан да мықты болуыңызға берілген мүмкіндік. Не істейтініңіз маңызды емес. Күн сайын 1% көбірек жасаңыз. Бүгін кешегіден қарағанда 1%-ды алға болыңыз. Ардақты пайғамбарымыз бір күннің екінші күніңе ұқсамасын деген. Яғни мұсылман баласы үнемі талпыныста және әр күні жаңалыққа толы болсын деген сөз. Тек сіздің сабақтастығыңыз бен тәртіптілігіңіз маңызды. Кешегіден сәл көп оқып, сәл көбірек жаттығыңыз. Сонда сіз табысқа жылдамырақ жететін боласыз. Болашақ сіз ойлағаннан да жақын. Барлығымыз жасайтын қателік. Бала отбасын сақтап қалу үшін немесе сен оқи алмаған сабақты оқып, сенің арманыңды орындау үшін емес, махаббатты сезіну үшін туады. Сабақты жақсы оқыған бала ғана мейірімге лайық деп ойламаңыз. Кез келген бала өмірге келгені үшін бар мейірімге лайық. Ол бала сізге емес, сіз оған мұқтаж болғандықтан өмірге келді ғой. Ол өмірге келетін білген де жоқ, сіз оны қалап күтіп жүрдіңіз. Бала ақ қағаздай тап-таза болып дүниеге келеді. Оған қандай жазу жазсаң, соны оқисың. Сондықтан сәби шағынан оның тұлға болып қалыптасуына көңіл бөліңіз. Қазір көпшілігіміз балаға тәрбие беру жағынан әртүрлі қателіктер жібереміз. Бұл бір аса қиын дүние емес, бірақ осыған немқұрайлылық танытып жүріп, қиындықтарға тап боламыз. Балаға тәрбие беру әлі ерте. Біраз өссін деп жүріп, қалай кеш қалып қойғанымызды аңғармай қаламыз. Ерте жасынан жауапкершілікті артып тастап, әлі ештеңе түсінбейтін балаға ұрсамыз. Не болмаса ер жеткен баланы еркелетіп жүріп, бос белбеу қып жібереміз. Осы нәрсенің нақты бір ортасын ұстай алмай келеміз. Балаға қай кезден бастап тұрақтылықты үйрету керек? Қай кезден бастап одан жасаған әрекет үшін жауап алу керек? Оған қай кезден бастап ақша ұстауды, ақша жарата білуді үйрету керек? Қай кезден бастап оның жігерлі болуына әсер етеміз? Негізінен бала 3 жасқа дейін анасынан басқа ешкімді қажет етпейді. Әкесі де, атасы да, бауырлар да ол үшін аса маңызды болмайды. Өзін анасымен тұтас бірдеңе ретінде сезінеді. Анасы жоқ болса жылайды. Анасының қолындағы затын тартып алады. Жеп отырған тамағына таласады. Себебі ол анасының бөлек тұлға екенін сезініп тұрған жоқ. Ортада мүлде шекара жоқ. Анамның заты менің затым деп ойлайды. 3 жастан кейін барып әкесін қажет етіп, жалпы ортамен байланысқа түсіп, жанындағы адамдарға көңіл бөліп ойнай бастайды. Осы кезде ол өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырушы болып жүреді. Бала 5 жасқа дейін қажеттіліктерін қанағаттандырушы. Оның әртүрлі қажеттіліктері болуы мүмкін. Ойыншықпен ойнап отырады, басқа қажеттілік туындайды. Барып телевизор көреді, телевизор көріп отырып тағы басқа қажеттілік туындайды. Далаға шығып кетеді, өзі қалап тұрған дүниелерге әрекет ете береді. Біздің ойымызша, ол ойыншығын жинап, орнына реттестіріп қойып барып телевизор көру керек. Телевизорды көріп болған соң оны өшіріп далаға шығу керек. Әйтпесе ол ертең ұқыпсыз болады деп уайымдаймыз. Бір затты жасағаннан кейін оны жинап келесіне бармаса, өскенде тиянақсыз болады деп қорқамыз. Бірақ қазір оның санасында ондай бағдарлама жоқ. Ол қазір тек өз қажеттіліктерін өтеуші. Ол үшін оны ұрсып жазалаудың қажеті жоқ. Бала бірінші күреске қызығып, қазақша күреске қатысса, кейін қызығушылығы төмендеп, күрестен шығып боксқа барса, одан соң бокстан шығып жүзуге барса, табандылық қайда, шыда, жігерсіз болып кетесің деп сөгеміз.
Шыда, тұрақты бол, кейін табанның бүрі жоқ азамат боласың деп өзімізше ақыл айтамыз. Негізі ол сол қажеттілігін қанағаттандыру арқылы табандылығын қалыптастырады. Ол өзінің қалағанын жасап жатыр. Кейін де осылай өз дегеніне жететін тұлға болады. Ойнап болғаннан кейін ойыншықты жинау керек. Әйтпесе ұқыпсыз боласың. Күреске соңына дейін қатыс. Әйтпесе жігерсіз боласың деп қалауын шектеуге болмайды. Бала ішкі қалауларын орындау арқылы өзіне сеніп, қажеттіліктерін қадірлеп өседі. Нені қалап тұр, соған қарай әрекет еткені оны табандылыққа тәрбиелейді. Біз осыны дұрыс түсінбейміз. Айтқанды тыңдай беретін балалар керісінше не қалайтынын түсінбей, өзіндік пікірі жоқ болып өседі. Сондықтан кішкентай кезінде өз қажеттіліктерін қанағаттандырып жүргенде оған кедергі жасамау керек. Есейе бастағанда ақылдасып, шешімді өзіңіз қабылдап қойсаңыз да, пікірін тыңдап, кеңес сұрап қойсаңыз, өзіндік айтар ойы бар, пікірі бар адам болып қалыптасады. Енді балаға ақшаны қай кезден бастап ұстату керек? Қай сәттен бастап оның заттың құнын түсіндіру керек? Осы сауалға тоқталайық. Осыған байланысты өнердегі әріптесімнің айтқан бір оқиғасы есіме түсіп отыр. Бір жолы Өзбекстанға, Ташкентке іссапармен бардық. Құрбан айтқа тұспа-тұс келген соң, құрбандық шалып, қан шығарайық деп бір өзбек ағамызды тауып қой сойғыздық. Бауыздап қойды сойды. Бір баласы бір сирағын ұстады, екінші баласы екінші жағынан ұстады. Әйелі шек қарын тазалап қойымызды сойып берді. Сойып болған соң, көке рахмет, қабыл болсын деп келіскен ақшамызды беріп жатсақ, жаңағы көкеміз: жоқ, бұл ақшаның бір бөлігін маған, бір бөлігін шек қарын тазалаған әйеліме, бір бөлігін сирағын ұстаған балама, бір бөлігін көмектесіп жүрген кіші ұлыма, әрқайсысына еткен еңбегіне қарай бөліп бересің деді. Сөйтіп ақшаны өзіне, жарына, балаларына бөліп бердік дейді. Тыңдап отырып мен де таңғалдым. Қарап тұрсаңыз, мұның өзі баланы еңбекке баулу ғой. Балаға адал еңбекпен табыс тапқызып, сол еңбегінің жемісін өзіне беріп тұр. Бұл да баланың ақшамен дұрыс қарым-қатынас жасауына негіз болады. Сол сияқты балаға ақшаны мектепте барған сәттен дұрыс қолдануды ақырындап үйрете берген дұрыс. Мектепке берген ақшаңыздан кейін артығырақ беріп көріңіз. Туған күнде туысқандарынан алатын ақшасын, алған мадақтамаларына берген ақшаларды өзіне жинатып, ақшаны пайдалануды қалыптастыра бастасаңыз, кішігірім әдеттің үлкен пайдасын көресіз. Кейде базарға, дүкенге кіргенде, мына ойыншықты алып берші, болмаса мына тортты жеймін деп жоқ жерден шу шығарып жатады. Сол кезде жақсы алып берейін, бірақ бұл ойыншықтың құнын сенің жиналған ақшаңнан алып төлейміз деп айтасыз. Сол кезде бала ойланып қалады. Жоқ, мен ол ақшаны басқа нәрсеге жарататын едім. Жоқ, керек емес деп жаңағы алғысы келген дүниеден бас тартады. Көргеніңіздей өзіңізде ақша бар, оны ақырындап жинап үйреніп келе жатыр. Енді дұрыс пайдалану үйренуде. Қызыққан дүниесін ала салмай, қажет дүниесіне ақша жаратқысы келеді. Кішкентай кезінен осылай қалыптаса бастайды. Ақша жинаған соң оны керегіне жұмсай алуда үлкен жауапкершілік. Балаға ақшаны жасырып, ешкімге айтпайтын құпия ретінде емес, керек жарағын алуға арналған құрал деген түсінікте қалыптастырсаңыз, ақшаға деген қарым-қатынасы да түзу болады. Өзіңнің қателіктеріңді балаңның жасауына жол берме. Өзіңіздің басыңызда блоктар бар. Миыңызда ақша табу қиын, бай болу мүмкін емес, менің маңдайыма бай болу жазылмаған деген сияқты шектеулер жетіп артылатын. Енді осы шектеулердің балаңызда болмауын қадағалаңыз. Балаңыздың миында шектеудің болмауын, өмірде жеңіл қабылдауын, ақшамен дұрыс қарым-қатынаста болуын қазірден қолға алыңыз. Шальво Амонашвили деген педагог былай дейді: воспитание деген вось питание, яғни баланың ішкі өзегін тамақтандыру. Бұл қалай? Балаңыздың ішкі өзегін, тұлғалық болмысын тәрбиелеңіз. Біз көбінесе балаңыздың сыртқы жағын тәрбиелеуге тырысамыз. Проблемамыз да осы. Баламыз анаумен араласып қоймасын, мынаумен араласып қоймасын деп жаман адамдардан алшақтауға тырысамыз. Сөйтіп оның сыртқы ортасын толық бақылауға алып аламыз. Жақсы жерлерге, жақсы адамдарға апарып, сыртқы аумағын қамтамасыз етіп, жасанды орта қалыптастырамыз. Бірақ сол бала өсіп, бақылаудан шығып кеткенде, өзі сол зиянды заттарға әуестене беретін болады. Баламыз басқа қалаға оқуға түсіп, сол жақта жүріп темекі шегіп кетсе, оқуға түскелі бұзылды деп айыптаймыз. Оқуға түсуінің еш қатысы жоқ. Ол бұрын тек ата-анасының қарамағында жүргендіктен, сыртқы бақылаудың арқасында тәртіпті әдепті болып жүрген. Ішкі тамыры, ішкі өзегі мықты болмағандықтан,
бақылаудан шыға сала өзегінің дұрыс қалыптаспағанын көрсетіп қояды. Егер баланың түпкі санасы азықтанған, ішкі руханияты мықты болса, зиянды әдеттерге қоғам болмайды деген соң емес, шынымен зиян екенін түсінгендіктен бармай дұрыс жолды таңдайды. Ал біз керісінше оның сыртқы аумағының дұрыс болуын бақылаймыз. Ол бақылаудан бір күні шығады. Ол баланы мәңгі бақылап жүре алмайсыз. Ал ол ер жеткенше немесе қызыңыз бойжеткенше ішкі жан дүниесін азықтандырсаңыз, кейін сыртқы аумағы қандай болса да өзі дұрыс жолда жүреді. Сыртын бақылауға ала алмай, мейлінше ішкі жағдайын, қандай дүниеге қызығатынын, қандай кітап оқитынын, қандай кино көріп, қандай тамақ ішетінін басты назарға алған жөн. Адам өзі көретін кинолардан, оқитын кітаптардан, жейтін тамағынан тұрады. Дұрыс кітап, дұрыс кино оның дұрыс өсуіне әсер етеді. Балаңыздың өскенде кім болғанын қалайсыз? Миллионер, кәсіпкер, қоғам қайраткері, ірі тұлға, оратор, тағы басқа. Егер балаңыздың үлкен кәсіпкер болғанын қаласаңыз, қазірден бастап кәсіпкерге құрмет көрсеткендей құрмет көрсетіңіз. Көшеде жұлқып, ұрсып, сүйреп алып кетіп бара жатқан баладан ертең қандай ірі тұлға шықсын? Қазірден бастап сондай құрметті аванс ретінде беріп қойсаңыз, бала сол құрметке лайық болып өседі. Мысалға, ресторанға барып, отырып жайғасқан соң, тапсырыс бермес бұрын даяшыға шай-пұлын беріп риза қылып қойыңызшы. Сізге қалай тиісті деңгейден де жоғары қызмет көрсетеді. Әдетте де біз дұрыс қызмет көрсетсін, кейін береміз деп ойлаймыз ғой. Көп жағдайда ол көңілден шығатындай қызмет көрсетпейді. Ал сіз оған алдын ала шай-пұлын беріп қойсаңыз, сізді риза қылып шығарып салады. Себебі ол сіздің бергеніңізге лайық болуға тырысады. Балаға да солай жетістікке жетпес бұрын махаббатыңызды беріп, жылу сыйлап, бар мейіріміңізді төксеңіз, ол да соған лайық азамат болып өседі. Баланы тек жетістікке жеткенде ғана жақсы көрудің қажеті жоқ. Жақсы баланы жетістікке жеткен адамды барлығы жақсы көреді. Сіз жетістікке жетпес бұрын махаббатыңызды беріп, қолдау көрсетсеңіз, сіз ойлағаннан да жоғары нәтиже көрсетеді. Соңғы сөз. 1000 шақырымдық жол алғашқы қадамнан басталады деп кітабымызды бастаған болатынбыз. Осы кітапты оқу арқылы табысты болуға деген алғашқы қадамдарыңызды жасадыңыз. Ризықты тек Алла беретінін, адал ризықтың қаншалықты берекелі екенін түсіндіңіз. Қарыздан құтылудың жолдары мен ақша жинаудың ең тиімді техникасын айтып өттік. Санамыздағы қаржылық бағдарламаның дұрыс емес екенін ұғынып, түп санамызды тазалап, ақшаға деген көзқарасымызды өзгерттік. Қабылдауға оңай, қолдануға ыңғайлы табысты адамдардың қағидалары мен әдеттерін көрсеттік. Осы кітапты оқып болғаннан кейін сізде екі таңдау болады. Жаңа білім алып, жаңа ақпараттармен танысқаныңызға қуанып, өміріңізді бұрынғыдан жалғастыруыңызға болады. Не болмаса бар күшіңізді салып, алған біліміңізді әрекетпен ұштастырып, қаржылық жағдайыңызды, жалпы өміріңізді өзгертуге болады. Таңдау өзіңізде.